Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге Ақерке Болатбекқызы. Кішкентай шахзада. Авторы Антуан де Сент-Экзюпери. Қазақшаға аударған Тәкен Әлімқұлов. Леон Вертке. Бұл кітапшамды ересекке арнағаным үшін балалардан кешірім сұраймын. Ақталуға айтарым, арнаған ересегім менің ең жақын досым. Және бір айтарым, бұл адам әлемдегінің бәрін біледі. Тіпті балаларға арналған кітапшаларға шейін түсінеді. Бұның үстіне ол Францияда тұрады, ал Франция қазір аш-жалаңаш. Осындай жағдайда менің досым уанышқа зәру. Егер осының әмбесі мені ақтай алмаса, кітабымды қазіргі менің ересек досымның балалық шағына арнар едім. Үлкендердің бәрі әуелі бала болған ғой, тек бұны есе тұтушылары аз ғана. Сонымен арнауды түзетуге тура келеді. Бала кезіндегі Леон Вертке. 1. 6 жасар кезім. Бір күні шын оқиғалар деген кітап ақтардым. Құлпырған ормандар жайынан әңгіме шертетін кітаптан ғажайып сурет көрдім. Суретте дәу жылан айдаһар жыртқыш аңды жұтып жатты. Сурет бұлайша салынған еді. Кітапта айдаһар құрбандығын шайнамай жұтып қойды. Содан кейін қозғала да алмай, жұтқаны бойына тарағанша жарты жыл ұйықтайды делінген. Джунглидің керемет жайттарға толы тіршілігі жайында қилы-қилы қиялға шомдым да, бояу қарандашпен мен де тұңғыш суретімді салдым. Бұл менің номер 1 суретім еді. Пішімі былай. Шығармамды ересек кісілерге көрсетіп, мынауым құбыжық емес пе деп сұрадым. Қалпақта құбыжық бола ма екен? Ол не дегенің десті. Ал менің салғаным қалпақтың суреті емес еді. Пілді жұтып қойған айдаһардың бейнесі болатын. Содан соң үлкендерге түсінікті болу үшін айдаһарды ішінен суреттегем. Үлкендер қашанда әр нәрсені ежіктей түсіндіруді тілейді. Менің номер 2 суретім мынадай. Үлкендер маған жыланды іштей де сырттай да суреттемеуге кеңес берді. Одан да географиямен, тарихпен, арифметикамен, сауатты жазу ережесімен көбірек шұғылдан десті. Осының салдарынан суретші боламын деген асқақ арманнан 6 жасымда бас тарттым. Суреттерім сәтсіз болған соң өзіме деген сенімде жоғалды. Үлкендер ешқашан еш нәрсені өздігінен ұғынбайды. Ал оларға түсіндіру, ұғындыру балалар үшін өте ауыр. Осындай себептермен менің басқа кәсіп қууыма тура келді. Ақыры мен ұшқыш болып шықтым. Жалпақ әлемді түгелге жуық араладым. Шынын айтқанда, географияны білгенім көп жеңілдік келтірді. Бір қарағаннан-ақ Қытайды Аризонадан ажырата білетін болдым. Түнде жолдан тайып кеткенде бұндай көрегендіктің пайдасы өте зор еді. Өмір сапарында әртүрлі байсалды кісіні жиі кездестірдім. Үлкендердің арасында көп уақытты бастан кешірдім. Олардың дидарын жақыннан көрдім. Расы керек қой, аралас-құраластан олар туралы пікірім жақсармады. Маған өзгелерден гөрі байыпты да парасатты көрінген бір кісіге өзімнің номер 1 суретімді көрсеттім. Суретті қашан да жанымнан тастамайтынмын да. Бұл кісінің бірдеңе білетін, білмейтінін білгім келіп еді. Амал қанша? Үлкендер атаулының бәрі маған, бұның қалпақ қой деп жауап қайыратын болдым. Осыдан кейін олармен айдаһар туралы да, джунгли туралы да, жұлдыздар туралы да әңгімелесуден тыйылдым. Олардың ұғымына ыңғайласа бастадым. Бридж пен гольф ойыны жайында, саясат пен галстук жайында сөйлесуді шығардым. Осыдан кейін үлкендер мән жосық білетін адаммен танысқанына көзі жетіп, өте ырза боп қалысты. 2. Осылайша мен жалғыздықта өмір кеше бердім. Сырласар жан болмады. Сөйтіп жүргенде, бұдан 6 жыл бұрын Сахарада самолетті лажсыз қондыруға тура келдім. Тетігі сынып, мотор бұзылған. Менің қасымда механик те, жолаушылар да жоқты. Сондықтан қиындықтың сұмдығын біле тұра моторды жөндеуге бел байладым. Моторды түзетпесем құритыным белгілі. Қолда бар сусын аптадан аспайтын еді.
Сонымен бірінші түні айдалада мыңдаған шақырым жерде, баспана атаулысы жоқ жапан түзде, құмдақта ұйықтап шықтым. Долы мұхитта апат болған кемені тастап, қиырсызға салмансыз жүзген адам да мен сияқтанып жалғыздықты сезінбес едім. Осындай күйдегі мені таңғалдырып, таң сәріде әлдекімнің жіңішке дауысы оятпасы бар ма? Қошақанның суретін салып бере қойыңызшы. Немене? Маған Қошақанның суретін салып бер. Мен үстімде күн күркірегенде атып тұрдым. Көзімді уқаладым. Төңірегіме қарадым. Мені көзіммен тінтіп қарап тұрған баланың тұрпаты қызық еді. Кейін оның суретін қолдан келгенше жақсылап салған болдым. Бірақ салған суретім баланың дәл өзінде келісті болмады. Бұған мені кінәлау да қиын. Үлкендер сенен суретші шықпайды деп 6 жасымда құлағыма құйғаны белгілі. Айдаһарларды іштей де сырттай да бейнелеуден басқа жөнді сурет салып жартпағамда. Не де болса көзім адырайып шектен тыс көрініске таңырқай қарап қалыппын. Мыңдаған шақырым бойына тірі жан жоқ сахарада тұрғаным есіңізде. Бала адасып келгендей, тұралап шаршағандай да, қатты қорыққандай да емес. Көзі қарауыта ашыққандай, ындыны кеуіп шөлдегендей түрі де жоқ. Меңіреу түзде баспана атаулыдан аулақта адасқан бөбекке де келбеті келмейді. Осының бәрін байыптай келе, күрмелген тіл жазылғанда мен былай деп сұрадым. Ал мұнда не бітіріп жүрсің? Бала тағы да барынша байыпты түрде ақырын ғана өтініш айтты. Қошақанның суретін салып берші. Осының бәрі ғажапты құпия сыр шерткендей еді. Өтініштен тартынуға болмады. Өлімнің төбесі көрініп тұрған осы арада меңіреу түзде бір парақ қағаз бен бояу қаламымды қалтамнан алуға тура келді. Бірақ артынша менің көбінесе географияны, тарихты, арифметиканы, түзу жазу ережесін оқығаным есіме түсті де сурет сала білмейтінімді айттым. Тіпті аздаған ашу шақыр айтқан сияқтымын. Бала, бәрі бір Қошақанды сал деп жауап қатты. Мен өмірі қой атаулының суретін салып көрген емеспін де. Бар салғаным айдаһардың суреті болатын. Сондай суреттің бірін көшіріп бергенімде былай деді. Жоқ, айдаһар жұтып қойған пілдің маған керегі не? Айдаһар болса ол өте қауіпті. Піл болса өте үлкен. Үйдегімнің бәрі де кішкентай. Маған керегі Қошақан. Қошақанның суретін салып бер. Мен сурет салып бердім. Бала суретті жіті қарап шықты да, бұл Қошақан көтерем ғой, басқасын сал деді. Мен және салдым. Жаңа досым биязы бауырмал қалыпта күлімсіреді. Өзің де көріп тұрсың, деді ол. Бұның Қошақан емес, ақау ісек, мүйізі қарағайдай. Суретті басқаша салып бердім, бірақ бала онымды қабылдамады. Қойың тым кәрі. Ұзақ жасар Қошақан керек. Енді менің шыдамым таусылды. Мотордың тетіктерін қайта қарастыруға асыққанмен мынадай сурет сала салдым. Балаға айтқаным, мынау жәшік сенікі. Қалаған Қошақанның осының ішінде. Талғампаз жас төреші жадырап қоя берді. Бұның жақсы. Қалай ойлайсың, Қошақанға шөп керек пе? Ал несі бар? Менің үйімде жартымда еш нәрсе жоқ. Қошақанға жетеді. Саған сыйлағаным тіптен кішкентай Қошақан. Айтқанымдай кішкентай көрінбейді ғой, деді бала. Мойнын бұрып суретті түгел барлады да сөзін жалғады. Қарашы, ұйықтап қалды. Кішкентай шahзадамен мен осылайша таныстым. Үшінші. Баланың қайдан келгенін білгенше біраз уақыт өтті. Кішкентай шahзада өзімді сұрақтың астында қалдырды. Ал мен одан бірдеңенің жайын сұрасам, ол естімеген қалып білдірді. Әлде қалай аузынан байқаусыз шыққан сөздерді шым-шымдап тартып, түбегейлете бастадым. Осының арқасында менің самолетімді бірінші рет көргенде, қолдан келмейтін болған соң самолеттің суретін салып жатпаймын. Ол былай деді. Бұл не зат? Бұл зат емес, бұл самолет. Ұшады. Бұған қосарлай мен өзімнің де ұшатынымды насаттана айттым. Бала аң-таң. Қалайша, аспаннан салбырап түстің бе? Иә, дей салдым мен. Бұның қызық екен.
Осылай деді де кішкентай шahзада шақылдап күлді. Менің бастан кешкен шырғаланымды байыппен қабылдағанды ұнатушы едім. Сондықтан баланың шақылдақ күлкісіне ызаландым. Бұған қарамай балам, демек сенің өзің де аспаннан түскен екенсің ғой. Қандай планетадан келдің дедім. Маған баланың ғайыптан пайда болуының кілті осынау жапан түзде екен ғой деген ой келді. Сондықтан ендеше сен бұл араға басқа планетадан келген шығарсың деп сұрадым. Бірақ бала жауап қайырмады. Менің самолетімді көзбен шолып, басын болмашы изедім. Қой, мынамен алыстан ұшып келуің қиын. Әлдене жайында ұзақ ойланып қалды. Ақырында қалтасынан мен сыйлаған қошақан суретін алды да ғажап қазынадай көріп қызықтады. Басқа планеталар туралы илана бастаған баланың кім екенін білмекке құмартқанымды сұрамаңыз. Көбірек білуге тырыстым. Балақай, қайсы жақтан ұшып келдің? Үйің қайда? Мен салған қошақанды қайда алып бармақсың? Үнсіз ойланып отырды да тіл қатты. Маған жәшік бергені тіптен жақсы болды. Қошақан жәшікте әрі түнде ұйықтайды ғой. Әрине, ақылды болар болсаң, қошақаныңды байлап қою үшін саған арқан беремін. Қазық та бар. Кішкентай шahзада қабағын түйді. Байлап қою үшін? Оның керегі не? Байлап қоймасан жайылып кетіп жоғалады ғой. Осы арада менің досым қайтадан жадырап күлді. Қайда кетуші еді? Қайда дерің бар ма? Бас ауған жаққа тікелей лағып кетеді. Кішкентай шahзада байсалды сөйледі. Бұл қорқынышты емес. Менің өрісім өте тапшы. Сәлден кейін уайым үміті аралас қалыпты. Ұдайы тікелей жүре берсе, алысқа ұзай алмайды деді. 4. Сөйтіп мен және бір маңызды жаңалық аштым. Баланың тосқан планетасы тұтас алғанда үйдің аумағындай ғана. Бұған мен онша таңырқай да қойған жоқ едім. Жер, темірқазық, Марс, шолпан сияқты үлкен планеталардан басқа жүздеген планеталар бар екенін, олардың арасында қуатты дүрбімен көзін шала алмайтын тым кішкентайлары бар екенін мен білуші едім. Бұндай кішкене жұлдыздың барын ашушы астроном оған ат қоймай номер қоя салады. Мысалы, астероид 3251. Кішкентай шahзада астероид B612 аталатын шағын планетадан ұшып келген деп жорамалдауға менде байсалды негіз бар. Бұл астероидты бір мәрте 1909 жылы түрік астрономы қуатты дүрбі арқылы байқаған. Өзінің тамаша жаңалығы жайында астроном халықаралық астрономиялық конгресте баян қылғанды. Бірақ оған ешкім сенбеген. Сенбеген себебі ол астрономның киімі түрікше еді. Үлкендердің қандай халық екенін көріңіз. Бір тәуірі B612 астероидының тәрпін көтеру үшін түрік сұлтаны өзінің қарамағындағыларға киімді еуропалықтарша киінуге әмір еткен. Өлім жазасына бұйырмақ боп қорқытқан. Сонымен белгілі астроном 1920 жылы өзінің жаңалығы жайында жаңадан баян етеді. Бұл жолы ол ең соңғы салтанат бойынша киінген еді. Оның сөзін жұрт түгел құптады. Үлкендердің салдарынан ғана мен сіздерге B612 астероиды жөнінде осыншама тәптіштеп, оның номеріне шейін атап жатырмын. Үлкендер цифрды өте-мөте ұнатады. Оларға сен жаңа дос таптым десең ең басты нәрсе туралы сұрамайды. Досыңның дауысы қандай? Қандай ойынды жақсы көреді? Көбелекті қуа ма деп сұрамайды. Олардың сұрары: досыңның жасы қаншада? Туысқандары қанша? Салмағы қанша? Әкесі қанша ақша табады? Осыдан кейін ондайлар адамның ішінде білдік деп ойлайды. Үлкендерге сен терезесіне гүл өскен, төбесіне көгершіндер үймелеген, сары күрең кірпіштен орнатқан әдемі үй көрдім десең, ондай үйдің пішімін көз алдына келтіре алмайды. Ал 100 000 франк тұратын үй көрдім деші, олар қандай тамаша деп даурығыса жөнеледі. Осы сияқты оларға кішкентай шahзаданың болғанына дәлел толық. Ол өте абзал, көңілді, қошақанды жақсы көреді. Қошақанды жақсы көрген баланың барлығына дәу болмаса керек десең, осы сияқты әңгіме шертсең, олар иығын қозғап таңданады. Өзіңді былдырлаған балдырғандай көреді.
Ал егер оларға кішкентай шағзада Б612 астероид деп аталатын планетадан ұшып келген десең, бұған олар сенеді, сұрау беріп мазаламайды. Үлкендер дегенін осындай халық, оларға ашуланудың да керегі жоқ. Балалар үлкендердің алдында ізет тұтуға тиіс. Біз бірақ өмір дегеннің не екенін білетін жандарданбыз. Номерлер мен сандарға күле білетін де біздер. Бұл повесті мен ғажайып ертегі ретінде бастар едім. Анықтап айтсақ, былайша бастар едім. Баяғыда кішкентай шағзада деген болыпты. Бұл өзінен болмашы ғана үлкен планетада өмір сүріпті. Досқа өте зәру болыпты. Өмірдің не екенін білетіндер осының бәрі қылаусыз шындық екенін бірден анықтар еді. Бұның бәрін айтып жатқаным, менің кітабымды жұрттың ермекке бола оқығанын тіпті де қаламаймын. Кішкентай досымды еске алсам-ақ жүрегім зырқ етіп, аузыма сөз түспей қалады. Кішкентай достың өзінің қошақанымен бірге мені тастап кеткеніне 6 жыл болды. Сондықтан досты ұмытпас үшін әңгіме шерткім келеді. Достарды ұмыту қасіреттің қасіреті. Досы барлар аз. Цифрлардан басқа еш нәрсеге ықылас қоймайтын үлкендерге ұқсап кетуден қорқамын. Осының салдарынан мен бір жәшік сырлы бояу мен бояу қарындаштар сатып алдым. Өмір бойына бірақ мәрте Айдаһардың суретін іштей де сырттай да салғанымды, оның өзінде 6 жасымда істегенімді еске алсақ, менің жасымда суретке қайта талпынудың оңай емес екенін ұғуға болады. Әрине ұқсастықты барынша беруге тырысамын, бірақ бұдан бірдеңе шығарына көзім жетпейді. Бір суретте бет-пішін шықса, екінші суреттегісі тіпті де ұқсамайды. Бойға келгенде де осылай. Бір суретте менің шағзадам рабайсыз ұзын боп шықса, екінші суретте тым бәкене еді. Киімінің түсі қандай екенін де ұмытып қалыппын. Олай да былай да салған сыймын, көз жұмбалаймын. Олай болса егжей-тегжейдің мәнді саласында қате жібермеуім де мүмкін. Не де болса қатты талап қоя көрмеңіз. Менің досым маған ешқашан еш нәрсені түсіндірген емес. Мүмкін ол мені дәл өзінде деп ойлаған шығар, бірақ амал қанша. Жәшіктегі қошақанды мен көре білмеймін. Мүмкін мен үлкендерге аздап ұқсайтын шығармын. Сірә мен қартайып келе жатқан сияқтымын. 5. Кішкентай достың планетасы жайында, ондай қалай қыдырыстап, одан қалай кеткені жайында мен күн сайын әлдебір жаңалықтар білумен болдым. Бұл жөнінде ол ығыты келгенде маған аздап әңгіме айтып қоятын. Осылайша мен баобаб атты өсімдіктен шеккен қасіреті туралы 3 күні барып білдім. Әңгіме баяғы қошақаннан басталған. Кішкентай шағзаданы кенеттен зілдей күдік басқандай еді. Ол тұнжыраған күйде: «Айтпақшы, қойлардың бұтаны қаужайтыны рас па?» деп сұрады. «Иә, рас, ол жақсы екен. Қойлардың бұтаны қаужайтынын білу не үшін қажет екенін мен түсіне алмадым». Кішкентай шағзада сөз қосарлады. «Демек қойдың баобабтарды да жейтін болғаны ғой. Мен баобабтың бұта емес екенін, көк тіреген мұнарадай өте дәу ағаш екенін, пілді үйірімен айдап келсе, баобабтың біреуін де жеп қоя алмайтынын түсіндіріп едім». Пілдер туралы естігенде кішкентай шағзада күліп жіберді. «Пілдерден саты жасауға тура келеді екен ғой». Бұдан кейін парасаттана сөйледі. «Алғашқы кезде қашан өскенше баобабтардың тіпті кішкентай болады тағыды. Бұл рас. Ал бірақ сенің қошақанына балапан баобабтарды қажаудың керегі қаншалық?» «Ол не дегенің?» деп кішкентай шағзадан асаттанды. Екінің біріне белгілі жайттар туралы сөйлегенде еді. Гәптің неде екенін білгенше бас қатыруыма тура келеді. Басқа планеталар сияқты кішкентай шағзаданың планетасында да пайдалы шөптер мен арамшөптер өседі. Ендеше онда пайдалы да құнарлы шөптердің жақсы ұрығының болғаны, жаман арамшөптің де зиянды ұрығының да болғаны. Бірақ ұрық көрінбейді ғой. Біреуі қылтиып бой көрсеткенше бәрі топырақ астында ұйықтап жата береді. Біреуі қылтиса болғаны қаулай бастайды. Сүйкімді де жас өсімдік қаулап қанат жайып күнге қарай талпынып дүр өсер болар. Шалғам немесе сары бұта болса мәпелеуден кемдік көрмейді. Ал егер арамшөп боп шықса,
көзін жеткен заматта тамырымен қиып тастауға тура келеді. Кішкентай шahзаданың планетасында сұмдық зиянды ұрықтар бар. Баобабтың ұрығы. Планетаның қыртысы осындай ұрықтармен дерттенген. Баобабты кезінде ажырата білмесең, кейін одан құтыла алмайсың. Планетаны түгел жайлайды. Тамыры тереңдеп айқасып, өкпесіп қысып тастайды. Егер баобаб көп болса, өте кішкентай планетаны быт-шыт жібереді. Мынадай бір қағиданы берік ұстану жөн, деді маған бір күні кішкентай шahзадам. Таңертең ұйықтап тұрып, жуынып, шайынып, сыланып, сипанып болған соң, бірден планетаңды тәртіпке келтіруің керек. Балапан кезінде баобабтар мен сары бұталардың түсі ұқсас, сондықтан сары бұтадан ажыратар шақта баобабты күн сайын отап отыру шарт. Бұл іш пыстыратын жұмыс, бірақ тіпті де қиындығы жоқ жұмыс. Бір күні кішкентай шahзада маған, бізде балалар жақсы түсінерлік сурет салуға тырысып көрші деген. Балалардың саяхатқа шығуына тура келе қалса, суретің кәдеге асады деген. Басқа ісіңді ысыра тұруға болады. Одан келер зиян жоқ. Ал егер баобабқа ерік берсең, пәледен құтыла алмайсың. Тұрғыны жалқау бір планетаны білуші едім де. Ол тұрғын дер кезінде 3 бұтаны отамай қырсыққа ұшыраған. Кішкентай шahзада маған бәрін бейнелеп бергендей, мен айтылған планетаны суретке түсірдім. Жұртқа нақыл оқуды жаным жек көреді, бірақ баобабтардың қандай қауіп төндіретінін екінің бірі біле бермейді. Астероидқа кезігушілерге төнетін қатер өте зорды. Сондықтан мен бұл жолы өзімнің әдеттегі ұстамдылығыммен бас тартуға ұйғардым. Балалар, деймін мен, баобабтардан сақтаныңдар. Ертедегі өзім секілді талайдан бері төнген қауіпті байқамайтын жас достарымды сақтандырғым келеді. Әлгі суретті салуға көп еңбек сіңіруім және бұған өкінбейтінім сондықтан. Мүмкін біз анау баобабтарды бейнелеген суретте елеулі суреттер бұл кітапта неліктен жоқ деп сұрарсыз. Жауабы оңай. Мен тырысып бақтым, бірақ қолымнан еш нәрсе келмеді. Ал баобабтарды салғанда бұл суреттің аса маңызды, қажетті екенін ұқтым. Бұл ұғым маған шабыт берді. 6. Уа кішкентай шahзада, сенің өміріңнің қасіретті де сұрқа екенін түсіне бастағандаймын. Ұзақ уақыт бойында сенің ермегің біреу-ақ едім. Сен кешкі арайды қызықтаушы едің. Бұл жайында мен сенімен танысқаннан кейін 4-ші күні таңертең білгемді. Сен былай деп едің: мен өте кешкі арайды сүйемін. Жүр, күннің қалай батқанын көрейік. Қоя тұр, біраз күтуге тура келеді дегенмен, нені күтеміз? Күннің батуын күтеміз. Әуелі сен аң-таң боп қалдың, сосын өзіне өзің күліп, мен өзімді ұдайы өз үйімдегідей сезінемін дегенсің. Шынында да осылай. Америкада да Шанхай түс шалқып тұрғанда, Францияда күн ұясына қонатынын жұрттың бәрі біледі. Егер көзді ашып жұмғанша Францияға барып қайтуға болатын болсам, күннің батуын қызықтау қолдан келер еді. Амал нешік, Франция өте алыс. Ал сенің планетаңда орындықты бірнеше адам ысырудың өзі жеткілікті еді. Сөйтіп, көңілің соқса, сен күні батқан арайлы аспанға қайта-қайта көз тігуші едің. Бір күні мен күннің 43 рет батқанын көрдім. Осы сөзге біраздан кейін мынаны жалғағансың. Білесің бе, көңіл күйзелгенде күннің қонақтағанына қарап тұрған жақсы болады. Ендеше күннің 43 рет батқанын көрген күні көңілің тым жүдеу болған екен ғой. Кішкентай шahзада жауап қайырмады. 5-ші күні баяғы қошақанның арқасында кішкентай шahзаданың құпиясын біліп қойдым. Үнсіз ұзақ ойланыстың нәтижесінде ол кіріспе сөзсіз күтпеген жерден: қошақан бұтаны қаужаса гүлді де жейді ғой, шамасы деп сұрады. Ілінгенді жей береді. Тікенегі бар гүлді де жей ме? Я, тікенегі барын да жейді. Онда тікенектің керегі не? Бұны мен білмедім. Мен аса жұмысбасты едім. Мотордың бір тетігі қажалып қалып, мен соны алмастырмақ болып жатқанмында. Хәлім мүшкіл, көңіл құлазулы. Су болса таусылған. Сахараға лажсыз қонуымның арты апатпен тынама деп қорқа бастадым. Тікенектің керегі не?
Кішкентай шahзада қасарысып сұрауының жауабын алмай тынбайтын. Қажалған тетік менің титығымды құртты да аузыма түскен сөзді айта салдым. Гүлге тікенектің ешқандай керегі жоқ, әншейін долылықпен өсіреді. Солай де, үндеспей қалыстық. Біраздан кейін ашулануға жуықтадым. Мен саған сенбеймін. Гүл болса әлсіз, әрі қайырымды, сондықтан да батырлыққа қарай талпынады. Тікенек өссе, өзгелер одан қаймығады деп ойлайды. Мен жауап қатпадым. Ол минуттегі ойым басқада еді. Егер мына тетік кері бұрағанға көнбесе, балғамен қойып қап пәрше-пәршесін шығарамын. Кішкентай шahзада менің ойымды қайта бөлді. Сен қалай ойлайсың? Гүл нетіп? Қойшы, мен түк те ойламаймын. Мен саған ойыма келгенін айта салдым. Жұмысымның елеулігін өзің де көріп тұрсың. Ол маған таңырқай қарады. Елеулі жұмыс? Көпке дейін қарады да тұрды. Қолымда балға, үсті-басым май-май, еңкіштеніп бұрап шығара алмай жатқан тетігім балаға жексұрын көрінді. Сен үлкендерше сөйледің, деді бала. Мен өзімнен өзім қысылдым. Ал бала болса, аяусыз сөзін жалғады. Сен бәрін шатастырып жібердің. Еш нәрсеге түсінбейсің. Кішкентай шahзада кәдімгідей ашуланды. Басын сілкіп тастағанда алтын шашы желмен желбіреді. Мен бір планетаны білемін. Онда беті қызыл бір мырза тіршілік құрады. Ол өмір бойы гүл иіскеп көрген емес, жұлдызға да қараған емес. Ешқашан ешбір жанды сүймеген, ешқашан да еш нәрсе істемеген. Оның жұмысы цифрлар түзу ғана. Ертеден кешке шейін қақсайтыны, мен байсалды кісімін, мен байсалды кісімін. Дәл өзің сияқты. Мақтаныштан жарылып кете жасайды. Ал шынтуайтқа келсек, ол кісі емес, ол саңырауқұлақ. Не? Саңырауқұлақ. Кішкентай шahзада тіпті ызадан бос боп кетті. Миллион жылдар гүлде тікенек өседі. Миллион жылдар қошақандар гүлжеуін қойған емес. Егер тікенектен ешқандай пайда болмайтын болса, оны өсіруге гүл неге құштар? Осыны түсіну елеулі жұмыс болмағаны ма? Қошақандар мен гүлдер өзара арпалысатынын білу соншама мәнсіздік пе? Беті қызыл мырзаның есеп-қисабынан гөрі осылар елеулірек те, мәндірек те емес пе? Бүкіл әлемде менің планетамда ғана өсетін жалғыз гүлді арайлы бір таңда кішкентай қошақан жалмап қойса, сөйтіп өзінің нендей бүліншілік жасағанын білмесе, қалай болар еді? Осының бәрі сеніңше маңызды емес қой, ә? Кішкентай шahзада қызарып кетті. Содан кейін және сөйлей бастады. Көп миллион жұлдыздың бірде-біреуінде жоқ жалғыз дара гүлді сүйе білсең, соның өзі жеткілікті. Аспанға көз тігіп, жерде өзіңді бақытты сезінесің. Менің гүлім құлпырып тұр-ау деп ойлайсың. Ал егер сол гүлді қошақан жалмап қойса, жұлдыздардың бәрі бірден өшіп қалғанға тең болар еді. Осы да сеніңше маңызсыз ғой. Кішкентай шahзада сөйлей алмай қалды. Кенет жылап қоя берді. Ымырт үйірілді. Мен жұмысымды тастадым. Қырсыққан тетік пен балаға шөлдеумен өзім менің күлкімді келтірдім. Жер есімді менің планетамда, тіршілік планетасында, шыр айналған жұлдызда кішкентай шahзада жылауда. Онда уатуым керек еді. Мен оны қолмен көтеріп тілмен әлдилей бастадым. Мен оған, сен сүйетін гүлге қауіп-қатер жоқ. Мен сенің қошақанына тұмылдырық суретін саламын. Мен сенің гүлін үшін сауыттың суретін саламын. Мен дей беріппін. Не айтқанымды жөнді түсінгенім де жоқ. Өзімді сұмдық ыңғайсыз да қолайсыз сезіндім. Менің ауқымымнан сытылып шығып бара жатқан баланы қалай іркерімді, оны қалай шақырарымды білмедім. Көзінің жасы көл болуға жаралған осынау ел соншалықты құпия да тосырқаңқы еді. Көп ұзамай-ақ мен бұл гүлді жақсы біліп алдым. Шahзаданың планетасында әртүрлі кішкене гүлдер өсетін. Жапырағы жартымсыз гүлдер орынды өте аз алып, ешкімді мазаламасты. Азан сайын шешек атып, кешке қарай сола берерді. Ал бұл гүлдің жөні бөлекті. Әлде қайдан қаңғырып келген жалғыз ұрықтан пайда болған құйттай гүлден кішкентай шahзада көз алмас еді. Шөп-шалам өсімдік атаулыға ұқсамайтын гүл осы еді. Мүмкін бұл баобабтың тосын бір түрі шығар. Бірақ осы бұтасымақ бойлап өсуден тез тыйылып, басы кәдімгі гүл байлай бастады.
Кішкентай шahзада сірә бұрын мұншалықты үлкен гүл көрген емес те, сондықтан кереметке кезігерін сезіне бастады. Жасыл бөлменің ішінде бүршік жарған ғайып мейман күн санап құлпыра бастады. Қанық бояуға ие бола берді. Жапырақ жара асықпай сәнденді. Шырмауықтай өз сыйқы болғысы келмеді. Сұлулықтың көркінде көлендемек болды. Иә, бұл сұмдық Тотияйының өзі еді. Құпия әзірлік күн санап күшейе берді. Сөйтіп жүргенде бір күні таңертең шұғыла шалқарда жапырақтарын да жайды. Осы минутқа әзірлік жолында есепсіз еңбек сіңірген сұлуыңыз есінеп былай деді. Ах, амалсыз оянғанымды қараңызшы, кешіре көріңіз, менің түрім ұйпалақтанып қалғандай. Кішкентай шahзада сүйінісіне жасыра алмады. Сіз қандай әдемісіз, растан ба? Деген болмашы жауап естілді. Бағыңыз, мен күнмен бірге туғанмын. Кішкентай шahзада мейманның ұяңдыққа сараң екенін әрине байқады. Бірақ оның есесіне жанында жадыратарындай соншалықты әдемі еді. Көп ұзамай керемет мейман былай деді. Таңертеңгі тамақ ішетін уақыт болған сияқты, сіз мен туралы да қам жерсіз. Кішкентай шahзада қысылып қалды. Шәугімді тауып алып гүлге бұлақтың суын шашты. Көп ұзамай гүл сұлудың тәкаппар да кінәмшіл екенін байқалды. Кішкентай шahзада азапқа қалды. Гүл сұлудың 4 тікенегі барды. Бір күні ол былай деді. Жолбарыс екеш жолбарыс келсе де, тырнағынан қаймықпаймын. Менің планетамда жолбарыстар жортпайтынды, деді кішкентай шahзада. Оның үстіне жолбарыс шөп жемес болар. Мен шөп емеспін ғой, деді гүл ренжіп. Кешіре көріңіз. Жоқ, мен жолбарыстардан қорықпаймын. Менің қатты қорқатыным азынақ жел. Сізде шымылдық жоқ па? Өсімдікте азынақ желден қорқады екен-ау, бұл қалай, деген ой келді. Кішкентай шahзада, мына гүлдің мінезі қандай шатақ еді. Күн кешкіре мен қалпақпен жаба саларсыз. Бұл жер өте суық екен, өте қолайсыз планета екен. Мен келген жақ басқаша. Гүл сұлу сөзін аяқтамады. Бұл жаққа ол о баста жалғыз дәнек күйінде келген ғой. Басқа әлемдер туралы не білсін? Оңай әшкере болатын жерде өтірік сөйлеу есуастық. Гүл сұлу ұялыс тапты. Сосын бірер жөтеліп те қойды. Ол кішкентай шahzада да кінәсін сезсін деген оймен. Шымылдық қайда, деді. Әкелуге ыңғайланып едім, сөзіңізді аяқтатпай қалай барармын? Гүл сұлу қаттырақ жөтелді. Бұнысы ұяттан азап шеге түссін дегені еді. Тамаша, гүлді сүйе тұра оған қызмет етуге қуанышты бола тұра көп ұзамай кішкентай шahzада іштей күдіктене бастады. Бос сөздерді жүрекке жуықтатқан кішкентай шahzада өзін бақытсыз сезіне бастады. Гүл сұлуға құлақ асуым бекер болды, деді ол маған бір күні ағынан жарылып. Гүлдердің кеңесін ешқашан тыңдаудың керегі жоқ. Гүлге тек көз тігіп қош иісін жұта беру керек. Менің гүлім бүкіл планетамды қош иіске толтырады, ал мен соған қуана білмедім. Жолбарыстар мені әлгі тырнақтар туралы әңгіме кімге дәрі? Бұндай әңгімеге көңіл босаудың орнына қатулана бастадым. Және де ағынан жарылып жатыр. Ол кезде мен нені түсініппін? Сөзіне қарап емес, ісіне қарап бағалау керек еді. Гүл сұлу маған қош иісін сыйлады, менің өмірімді нұрландырды. Менің қашпауым керек еді. Бейнесіз қулық сұмдықтың айла тәсілдің тасасынан нәзіктікті байқай білуге тиісті едім. Гүлдер баянсыз ғой, бірақ мен тым жас едім. Әлі сүйе білмейтін едім. Кішкентай шahzада көшпелі құстармен бірге сайрандауға бекінгенін ұққандаймын. Соңғы күні ертемен өзінің планетасын әдеттегіден гөрі ұқыптырақ мұнтаздап қойды. Қолдан жасаған вулкандарын құнттап тазартты. Бұндай вулкан екеу еді. Оған таңертеңгілік тамақты жылытып ішуге өте оңтайлы да. Бұлардан тыс өшіп қалған және бір вулкан барды. Сақтықта қорлық жоқ, дейді ол. Сондықтан ол өшіп қалған вулканды да тазартты. Вулкандарды мұқияттап тазаластан бұрқырап атылмай біркелкі жай жанады. Вулкан бұрқырап атылса, күйеге шейін жанатын пештің моржасындағы өрт кетен.
Әрине біздер жер бетіндегі жандар тым кішіміз, сондықтан да табиғи вулкандарды тазарта алмаймыз. Вулканның көп бақытсыздыққа душар ететіні де сондықтан. Кішкентай шахзада шамалы мұңды күйде баобабтардың соңғы сабақтарын жұлып тастады. Сірә да қайтып ораламын деп ойламаған, бірақ сол бір таңдағы үйреншікті жұмыс ерекше рахатқа батырған еді. Ал осының үстіне белгілі керемет гүлге ең соңғы рет су шашып, оны қалпақпен жауып қоюға ыңғайланғанда, қимастықтан жыларманға келді. «Қош бол», деді ол. Гүл сұлу үнсіз қалды. «Қош бол», деді кішкентай шахзада сөзін қайталап. Гүл сұлу жөтелді, бірақ тұмаудан жөтелген жоқ еді. «Мен аңғал екенмін», деді ақыры гүл сұлу. «Кешір, бақытқа ұмтыл». Ол кінәлаған жоқ. Кішкентай шахзада қайран қалды. Қолында шыны қалпағы қысылып қымтырылып дегендейін не қыларын білмей қалшиды да қалды. Гүлге соншалық ұян нәзіктік қайдан пайда болған? «Я, мен сені жақсы көремін» деген сөз келді кішкентай шахзаданың құлағына. «Осыны білмеген менде кінәм бар. Бұнда тұрған мәнде жоқ. Сенің өзінде мен сияқты аңғалсың, бақытты болуыңды тілеймін. Қалпақты таста. Маған оның енді қажеті жоқ». «Желді қайтесің? Менің тұмауым шамалы. Түнгі таза ауа сауықтырады. Мен гүлмін ғой». «Аңдарды, құрт-құмырсқаларды қайтесің? Көбелектермен танысқым келсе, құмырсқа белдің 2-3 шымшығанына сыр бере қоймаспын. Көбелектер сірә әдемі болуға керек. Маған келіп кетіп тұратын кім бар? Сен шалғайға кетесің ғой. Ал үлкен аңдардан мен қорықпаймын. Менің де тырнақтарым бар». Қалтарысқа қырсыз гүл сұлу өзінің баяғы 4 тікенегін көрсетті. Одан кейін былай деді. «Қарайлайтын несі бар? Титық құрыды ғой. Кеткің келген екен, құры». Гүл сұлу өзінің жылап тұрғанын кішкентай шахзадаға көрсеткісі келмеді. Бұл асқан тәкаппар гүл еді. Кішкентай шахзаданың планетасына 325, 326, 327, 328, 329 және 330 астероидтар бәрінен де жуық еді. Сондықтан да кішкентай шахзада әуелі осыларға бармақ болды. Әйтеуір бір нәрсемен шұғылдану керек қой, бірдеңе үйрену керек қой. Бірінші астероидта король тұратын. Тоты құс пен құндыздай құлпырған сәнді киімге бөленген король тақта отыр еді. Тақтың аты тақ, қарапайымдылығының өзінде ұлылық барды. Міне, мүриттің өзі келді деп насаттанды король кішкентай шахзаданы көрісімен. «Мені қалай таныды?» деген ой келді кішкентай шахзадаға. «Мені бірінші көруі ғой». Кішкентай шахзада корольдердің әлемге тым қара дүрсін қарайтынын білмеген. Корольдер үшін жұрттың бәрі мүрит. «Бері кел, тұлғаңды түгел көргің келеді», деді король. Әлдекімдер үшін корольдік құраларын сезінген ол сұмдық менмен кейіпте еді. Кішкентай шахзада отырар жер бар ма екен деп жан-жағына қарады. Тамаша құндыз ішігі планетаны түгел жауып тұрғандай. Баланың түрегеп тұруына тура келді. Ал ол қатты шашаулы еді. Ойда жоқта есінемесі бар ма? «Патшаның алдында есінемес болар», деді король. «Саған есінеуге тыйым саламын». «Қапылыстық болды», деп жауап қайырды сасып қалған кішкентай шахзада. «Ұзақ жол жүріп ұйқыдан қағылған едім». Олай болса есінеуге бұйырамын», деді король. «Пенденің есінегенін көрмегеніме көп жылдар болды. Бұның айта берсең қызық екен. Ал есіне, менің әмірім осы». «Мен ұяламын, есінеуге шама жоқ», деді кішкентай шахзада қызарып. Олай болса, саған есінеуге немесе нетуге бұйырамын». Король шатасты, шамалы ашуланғандай да. Король үшін ең маңызды нәрсе оған сөзсіз бас ию ғой. Бағынбаушылыққа ол төзбейді. Шек қойылмас шексіз патшаның өзі еді. Ол аса қайырымды да, сондықтан парасатты бұйрықтар ғана беретін. «Егер мен өз генералыма теңіз жағаласына айнал десем, генерал менің әмірімді орындамаса, бұған ол айыпты емес, мен айыпты деуші еді патша. Менің отыруыма бола ма?» деп сұрады кішкентай шахзада майысып. «Бұйырамын, отыр», деп король құндыз ішігінің мол етегін жинады. Бірақ кішкентай шахзада ант таниды. Планетасы құйттаяқ. Бұл король нені басқарады? «Ұлы мәртебелі тақсыр, сізден бір нәрсе жайында сұрауға болар ма екен?» деді кішкентай шахзада. «Бұйырамын, сұра», деді король жалма-жан. «Ұлы мәртебелі тақсыр, сіз нені басқарасыз?» «Бәрін басқарамын», деді король. «Бәрін?»
король қолымен өзінің планетасын, сонымен қатар басқа планеталар мен жұлдыздарды да нұсқады. осының бәрін сіз басқарасыз ба деп кішкентай шahзада қайта сұрады. иә деп жауап қатты король. бүй дейтін себебі шек қойылу мен шекара атаулыны білмейтін бұл патша билікті өз қолына түгел алған адам еді. жұлдыздар да сізге бағына ма деп сұрады кішкентай шahзада. әлбетте деп жауап қатты король. жұлдыздар қас қаққанша бас иеді, бағынбай көрсін. кішкентай шahзада қатты сүйсінді. шіркін, ол осындай құдіретке ие болар ма еді? ондай күн туса кешкі арайды күніне 43 мәрте қызықтамай 72 мәрте, мүмкін 100, тіпті 200 мәрте қызықтар еді. және орындықты бір жерден екінші жерге ауыстырудың да қажеті болмас еді. кішкентай шahзада тастап кеткен планетасын еске алып қайтадан мұңға шомды. тәуекелге басып корольге бүйтеді. күннің батуына көз тіккім келеді. рахым етіңізші. күнге ұясына қонуға бұйырыңызшы. егер мен әлдебір генералға көбелек боп ұшып гүлден гүлге қон десем, немесе трагедия жазып шығар десем, жоқ болмаса теңіз шағаласына айнал десем, ал генерал менің бұйрығымды орындамаса, осыған айыпты кім болады? ол ма әлде мен бе? сіз ұлы мәртебелі тақсыр деп жауап қайырды кішкентай шahзада ойланбастан. өте дұрыс деп қуаттады король. әркімнің қолынан келетінін талап ету керек. үкімет билігі ең алдымен парасатқа бас исын. егер сен өз халқына теңізге қойып кет десең, халқың революция жасайды. мен бағынушылықты талап етемін, өйткені менің әмірім парасатты. ау, күнді ұясына қондыру жайы қалай боп кетті деп ескертті кішкентай шahзада. бірдеңенің жайын сұрай қалса жауапқа қанғанша тынышталмайтыны барды. күннің батуын көресің, ұясына қонуын талап етемін, бірақ әуелі қолайлы жағдайдың тууын күтемін. хакімнің данышпандығы да осында. қолайлы жағдай қашан туар екен деді кішкентай шahзада. король қалың календарда аударыстыра бастады. бұл болады бүгін кешкі сағат 7-ден 40 минут өткенде күн батады. сол уақытта менің әмірімнің екі болмайтынының көзін жетеді. кішкентай шahзада есінеді. қалаған кезінде күннің бата қоймайтыны жаман екен де. шыны керек қой, кішкентай шahzада зереге бастады. кетер уақытым болды, деді де ол корольге. бұнда мен істер іс жоқ. қал, деді король. мұриттің кездескеніне тым мақтанышты еді. одан айырылысы да жоқ еді. қал, мен сені министр етіп тағайындаймын. ненің министрі? мәселенге заң министрі етсем, бұл жерде соттайтын ешкім жоқ қой. кім біледі, деді король қарсыласып. мен корольдігіме қарастының бәрін әлі қарап шыққам жоқ. мен асқынған кәрімін. күймемен жүруге орын жетіспейді. ал жаяу жүрсең шаршайсың. кішкентай шahzада еңкейіп планетаның екінші жағына және бір қарап қойды. мен қарап едім ғой, деді ол насаттанып. бұл жағында ешкім жоқ. олай болса өзіңді өзің сотта, деді король. ең қиыны осы. өзгелерді соттаудан гөрі өзіңді соттау қиынырақ. егер өзіңді өзің дұрыстап соттай білсең, сенің нағыз данышпан болғаның. қайда болса да мен өзімді өзім соттай аламын, деді кішкентай шahzада. бұл үшін сізде қалуым шарт емес. деп бір қойды король. менің планетамның бір бұрышында кәрі тышқан бар сияқты еді. түнде тықырын естимін. сен сол кәрі тышқанды соттайсың. оқтын өлім жазасына кесе бер. тышқанның тіршілігі саған тәуелді. алайда әр уақыт кешірім беріп тұруың да керек. бізде жапа-жалғыз болғандықтан кәрі тышқанды сақтау жөн. өлім жазасына кесуді ұнатпаушы едім, деді кішкентай шahzада. оның бер жағында менің жөнелер уақытымда болды. жоқ, болған жоқ, деп қарсыласты король. кішкентай шahzада жолға қамданып еді, сөйте тұра кәрі патшаның көңілін қалдырғысы келмеді. сіздің ұлы мәртебеңізге лайық бұйрықтарыңыз бұлжымай орындалсын десеңіз, маған ақылға сиятын әмір беруіңіз керек еді, деді кішкентай шahzада. мәселен, сіз маған титтей де кідірместен жолға шығуға бұйырсаңыз болатын еді. бұған қолайлы жағдай әбден толық сияқты. король үн қатпады. кішкентай шahzада не қыларын білмей біраз тұрып қалды да
күрсіндім. Содан кейін жолға шықтым. Сені елші етіп тағайындадым, деді король оның артынан асығыс айқайлап жатты. Корольдің түрі қарсылық атаулыға төзбестей еді. Осы үлкендердің өзі қызық халық екен, деді кішкентай шahзада жолай бара жатып. Екінші планетада баққұмар тұрушы еді. О, табынушы келді, деді ол сүйсініп, анандай жерден кішкентай шahзаданы көрісімен. Баққұмар адамдар өздеріне жұрт түгел сүйсінеді деп ойлайды ғой. Қайырлы күн, деді кішкене шahзада. Қалпағыңыз қандай қызық еді. Ізет үшін керек қалпақ, деді баққұмар. Маған жұрт жапырыла сәлем бергенде иілуім керек қой. Бақытсыздыққа қарай бұл жерге ешкім келмейді. Солай ма? Деп міңгірледі кішкентай шahзада. Ол өзі еш нәрсе түсінбеген. Қол шапалақташы, деді баққұмар. Кішкентай шahзада қол шапалақтады. Баққұмар басынан қалпағын алып төмен иілді. Бұл жерде кәрі корольдегіден көрі көңілдірек екен деп ойлады кішкентай шahzада. Және де қол шапалақтай бастады. Ал баққұмар болса қалпағын алып тағы да иілді. Дәл осылайша қимылдар 5 минуттай қайталанды да тұрды. Бұдан кішкентай шahзаданың іші пысты. Қалпақ жерге түсу үшін не істеу керек, деді ол. Баққұмар естімеді. Атақшыл адамдар мақтау сөзден басқаға құлақ аспайды. Сен шынында да маған табынушымысың? Деп сұрады ол кішкентай шahзададан. Табынуы қалай? Табынудың мәнісі бұл планетада менің жұрттың бәрінен көркем, бәрінен сәнді, бәрінен бай және бәрінен ақылды екенімді мойындау. Ойбай-ау, бұл планетада бізден басқа тірі жан жоқ қой. Қойшы, көңілімді аулай салсаншы, маған сүйіне берсенші. Мен сүйсінемін, деді кішкентай шahzада иығын болмашы қозғап, бірақ бұдан нендей қуаныш табасын. Сөйтіп ол баққұмардан да тайып тұрды. Осы үлкендердің өзі тым қызық кісілер ғой, деп ойлады да ол жолай бара жатты. Және бір планетада маскүнем тұратын еді. Кішкентай шahzада онда көп болмады. Көңілдің қошынан айырылды. Кішкентай шahzада осы планетаға келгенде маскүнеміңіз ішкілікке толы шынылардың самсаған сарбаздарына көз салып үнсіз отырған. Сен не істеп отырсың, деп сұрады кішкентай шahzада. Ішіп отырмын, деді маскүнем түнеріп. Неге ішесің? Ұмыту үшін. Нені ұмыту үшін, деп сұрады кішкентай шahzaданың оған жаны ашыды. Ұялатынымды ұмытқым келеді, деп маскүнем ағынан жарылды. Басы төмен салбырап кетті. Сен неден ұяласың, деді кішкентай шahzада. Бейшараға демей болғысы келіп кетті. Ішуден ұяламын, деп түсіндірді маскүнем. Осыдан кейін жұмған аузын ашпады. Осымен кішкентай шahzаданыз тағы да жолға шықты. Құты қашып мен боп бара жаттым. Үлкендер күмән жоқ, жатырқау мінезді жандар ғой, деді ол жолай бара жатып. 4-ші планетаның істі адамы билейтін еді. Жұмыс бастылығы сонша, кішкентай шahzада келгенде басын да көтермеді. Қайырлы күн, деді оған кішкентай шahzада. Шылымыңыз сөніп қалыпты. 3-те 2 – 5, 5-те 7 – 12, 12-де 3 – 15. Қайырлы күн. 15-те 7 – 22, 22-де 6 – 28. Сіріңке тұтатуға мұрша жоқ. 26-да 5 – 31. Бәрін қосқанда болады екен 501.622.731. 500 миллионыңыз не? Сен мұнда медің? 500 миллион. Не екенін де білмеймін. Жұмысым сондай көп. Мен байсалды кісімін. Мылжыңдасуға уақытым жоқ. 2-де 5 – 7. 500 миллионыңыз не, деп кішкентай шahzада қайталап сұрады. Әлдебір нәрсе жайында сұрай қалса жауапқа қанбай тынбаушы еді. Істің адамы басын көтерді. Осы планетада тұрғаныма 54 жылдың жүзі болды. Осы уақыттың ішінде менің көңілімді 3-ақ рет бөлді. Бірінші рет бұдан 22 жыл бұрын әлде қайдан қаңғырып көктемнің қоңызы келген. Қоңыздың ызыңы құлақты шошытып, мен есеп-қисаптан 4 қате жібердім. Екінші рет бұдан 11 жыл бұрын жел ауруы ұстап талып қалдым. Өне бойым мелшиюдің қырсығы еді. Сейіл құруға уақытым жоқ. Мен байсалды кісімін. Үшінші рет, сонымен бәрін қосқанда болады ки 500 миллион.
Ненің миллиондары? Істің адамы жауап бермей құтылмасын ұқтым. Кей кезде әуеде көрінетін анау кішкентай нәрселердің 500 миллионы. Шыбын шіркелер ғой шамасы. Жоқ, жылт-жылт ететін титімдей нәрселер. Бал арасы ма? Жоға, сондай кішкентай, алтынмен апталғандай. Оны көргенде жалқаудың жалқауы арманға талпынады. Мен болсам байсалды кісімін, армандауға мұршам жоқ. Жұлдыздар ма еді? Таптың, жұлдыздың өзі. 500 миллион жұлдыз? Онымен не істейсің? 501 миллион 622 мың 731. Мен байсалды кісімін, дәлдікті ұнатамын. Осы жұлдыздың бәрімен не істейсің? Не істеймін? Еш нәрсе істемеймін. Мен олардың иесімін. Жұлдыздардың иесімісің? Мен бір корольге жолығып едім. Ол корольдердің иелігіндегі еш нәрсе жоқ. Олар тек билеп төстейді. Бұл істің мәні басқа. Жұлдыздарды иемденудің саған керегі не? Бай болу үшін керек. Байлықтың керегі не? Әлде кімдер жаңадан ашқан жаңа жұлдыздарды сатып алу үшін керек. Бұның өзі сонау маскүнем сияқты ойлайды екен, деді кішкентай шahзада ішінен. Сөйтті де жай сұрай бастады. Жұлдыздарды қалайша иемденуге болады? Кімнің жұлдыздарын айтасың деп пайдакүнем күңк етті. Білмеймін, ешкімдікі де емес. Демек менікі болғаны. Өйткені осыны бірінші ойлап тапқанмын. Сол жеткілікті ме? Әрине, егер сен иесі жоқ алмас тапсан, меншіктенесің. Егер сен иесіз арал тапсан, иемденесің. Егер сенің басына жаңа идея келсе, өзіңдікі етіп меншік құрасың. Мен жұлдыздардың иесімін. Неге десең, маған дейін жұлдызды меншіктену ешкімнің ойына келмеген. Бұның дұрыс екен, деді кішкентай шahзада. Дегенмен жұлдыздарды не істейсің? Билеймін деп пайдакүнем. Санаймын, қайтадан санаймын. Бұл өте қиын. Мен байсалды кісімін. Алайда бұған кішкентай шahзада қанағаттанбады. Егер менің жібек орамалым болса, қайда барсам мойныма орауға ықтиярлымын, деді кішкентай шahзада. Егер менің гүлім болса, үзіп алып кетуге ықтиярлымын. Ал сен жұлдызды алып кете алмайсың ғой. Жоқ, жұлдыздарды банкке салып қоя аламын. Қалайша? Былайша, мендегі жұлдыздың неше екенін қағазға түсіремін. Сосын жазулы қағазды жәшікке салып, жәшікті кілттеп қоямын. Бәрі сол ма? Соның өзі жетеді. Қызық деп ойлады кішкентай шahзада. Айта берсең әдемі жырдай, бірақ осының бәрі соншалықты елеулі нәрсе емес. Елеулі нәрсе не? Елеусіз нәрсе не? Бұны кішкентай шahзада үлкендермен мүлдем басқаша өзінше түсінеді. Менің гүлім бар, деді ол. Күн сайын ертеңгілікте мен оған су шашамын. Менің 3 вулканым бар. Апта сайын тазалап тұрамын. 3-еуін де тазалаймын. Біреуі сөніп қалған еді. Оны да тазалаймын. Сақтықта қорлық жоқ. Вулкандарыма да, гүліме де менің меншіктенуім пайдалы. Ал жұлдыздарға сенен ешқандай пайда жоқ. Істің адамы аузын ашпады, аңырап қалды. Кішкентай шahзада болса, тағы да жолға шықты. Жоқ, үлкендер шынында таңданыс тудыратын жандар ғой, деді ол қалтарыссыз жолай бара жатып. 5-ші планета өте қызғылықты еді. Бәрінен кіші планета боп шықты. Ондағы бар нәрсе шырағдан мен шырақшы. Үйлері жоқ, тұрғындары жоқ, құттай ғана планеткада шырағдан мен шырақшының неге қажет екенін кішкентай шahзада түсіне алмай-ақ қойды. Дегенмен мынадай ой кетті. Мүмкін бұл адам емес, есуас шығар. Бірақ бұл дәл анау корольдей, баққұмардай, пайдакүнем мен маскүнемдей есуас емес. Бұның жұмысында азын-аулақ мәні бар. Шырағдан жаққанда жаңадан жұлдыз туғандай немесе жаңадан гүл өскен әсер аласын. Ал шырағданды сөндіргеніңде жұлдыз немесе гүл ұйықтап кеткендей болады. Тамаша кәсіп. Бұл шын мәнінде пайдалы, өйткені мұнда сұлулық бар. Кішкентай шahzада құйттай планетканың деңгейіне келді де шырақшыға тағзым етті. Қайырлы күн, деді ол. Шырағданыңды неге өшірдің? Келісім солай, деді шырақшы. Қайырлы күн. Қандай келісім? Шырағданды сөндірудің келісімі. Қайырлы кеш. Ол шырағданды қайта жақты. Неге қайтадан жақтың? Келісім солай, деп жауап берді шырақшы. Түсінбедім, деді кішкентай шahzада.
түсінетін түгі де жоқ, деді шырақшы. Келісімнің аты келісім, қайырлы күн. Сөйтті де шырағданды өшірді. Қызыл жолақ орамалмен маңдайының терін сүртіп жатып былай дедім. Менің кәсібім ауыр, бір кезде мағынасы болған. Шырағданды таңертең өшіріп, кешке қайтадан жағатынмын. Тыныстау үшін күн, ұйқыны қандыру үшін түн жеткілікті еді. Кейін немене, келісім өзгерді ме? Келісім өзгерген жоқ, деді шырақшы. Бірақ пәленің өзі осында. Менің планетам жылдан жылға жылдам айналатын болып барады. Ал келісім бұрынғы қалпынан айнымайды. Енді не күйде, деп сұрады кішкентай шahзада. Не күйде дері бар ма? Планета минутында толық айналып шығады. Бір секундта тыныс алуға мұрша жоқ. Минут сайын шырағданды сөндіріп, қайта жағамын. Бұл қызық екен. Демек сенің күнің небары бір-ақ минутқа созылғаны ғой. Бұнда тұрғаны ешқандай қызық жоқ, деді шырақшы жақтырмай. Сенімен біздің әңгімелескенімізге бір ай болды. Бір ай? Иә, 30 минут, 30 күн, қайырлы кеш. Ол шырағданды қайта тұтатты. Кішкентай шahзада шырақшыға қарады. Сөзінде тұратын бұл кісі оған ұнай бастады. Кішкентай шahзада күннің батуына көз тігу үшін орындықты бір жерден екінші жерге ауыстыратын кезін еске түсірді. Сол мұң екен, мына досқа сеп тегізгісі келді. Бері қара, деді ол шырақшыға. Қалаған уағында демалудың тәсілін білемін. Менің өне бойы демалғым келеді, деді шырақшы. Сөзінде тұрып-ақ жалқау тартатындар бар ғой. Сенің планетаңның кішкентайлығы сонда 3 қадам бассан түгел аралап шығасың, деді кішкентай шahзада. Солай болған соң, үнемі күннің көзінде қаларлықтай жылдамдықпен жүруің керек. Демалғың келгенде демалыссыз жүре бер. Сөйткенде күн қалағанынша созылады. Бұда маған келер пайда шамалы, деді шырақшы. Дүниеде менің жақсы көретінім ұйқы. Онда саған қиын екен, деді кішкентай шahzада жаны ашып. Маған қиын, деп құптады шырақшы. Қайырлы күн. Сөйтті де шырағданды өшірді. Мынау адамнан, деді кішкентай шahzада. Тағы да жолға шығып бара жатып, мынау адамнан жұрттың бәрі, король де, баққұмар да, маскүнем де, пайдакүнем де жиіркенер еді. Ал дұрысына келгенде, олардың ішіндегі жөндемі осы адам ғана. Мұның себебі мүмкін бұл адамның өзін ғана ойламауында шығар. Кішкентай шahzада күрсінді. Осы кісімен достасуыма болатын екен, деп ойлады да, және де, әттең, бұның планетасы құйтымдай-ау, құйтымдай, 2 адамға орын жоқ. Бұл планеткада 24 сағаттың ішінде күннің батуын 1440 рет қызықтауға болатын еді. Сол себепті де осынау ғажап планетка туралы көбірек өкінетінін кішкентай шahзаданың мойындауға зауқы соқпады. 6-шы планета кешегі планетаға қарағанда 10 есе үлкен еді. Бұнда қалың кітап жазатын шал тұратын. Мынаны қара, саяхатшының өзі келді, деп жайраңдады ол. Кішкентай шahзаданы көрісімен, кішкентай шahзада ентігін басу үшін столға отырды. Көп саяхаттап шаршап қалыпты. Сен қайдан келдің, деп сұрады шал. Мынау нән кітап не, деп сұрады кішкентай шahzада. Бұл арада не істеп жүрсіз? Мен географпын, деді шал. Географ деген не? Ол теңіздердің, өзендердің, қалалардың, таулар мен жапан түздердің қайда екенін білетін ғалым. Неткен қызық, деді кішкентай шahzada. Істің нағызы осы дағы. Сөйдеді де ол географтың планетасын көзбен шолып шықты. Бұрын ол мұншалықты үлкен планетаны көрген еместі. Сіздің планета өте әдемі екен, деді ол. Мұхиттарыңыз бар ма? Одан хабарсызбын, деді географ. Қалалар, өзендер, жапан түздер ше? Бұдан да хабарсызбын. Сіз географ емес пе? Гәп сонда, деді шал. Мен саяхатшы емеспін, географпын. Маған саяхатшылардың жетіспейтіні сұмдық. Қалалардың, өзендердің, таулардың, теңіздердің, мұхиттар мен жапан түздердің есебін географ жүргізбес болар. Географ тым маңғаз кісі, оның серуендеуге уақыты жоқ. Ол өзінің кабинетінен шықпайды, бірақ ол өзінде саяхатшыларды қабылдап айтқан әңгімелерін жазып алады. Мүбәда біреу-міреу қызғылықты гәп шерсе, оны саяхатшының түзу адам екенін білу үшін географ анықтамалар сұратып, тексеріс жасайды.
Оның қажеті не? Саяхатшы жалған сөйлесе, географияның оқулықтарында әмбесі шатасып кетеді ғой. Ал егер саяхатшы ішкіш болса, бода бәлем. Себебі маскүнемдердің көзіне сынар немесе егіз боп көрінеді. Соның қырсығынан географ табиғатта бар бір тауды екеу етіп жазып қояды. Мен бір кісіні білуші едім. Одан жақсы саяхатшы шықпайтын сияқты, деді кішкентай шahзада. Бек мүмкін. Егер сол саяхатшы түзу адам боп шықса, сонда ғана оның ашқан жаңалығын тексеріседі. Қалайша тексеріседі? Аяқпен барып көзбен көре ме? Жоқ, ол өте қиын нәрсе. Саяхатшының дәлел тапсыруымен тынады. Мәселен, саяхатшы асқар тау тапса, үлкен тастар әкелуі шарт. Осыны айтты да географ кенет толқи бастады. Сенің өзің де саяхатшысың ғой. Сен бір қиырдан келдің. Өз планетаң жөнінде әңгіме шерт. Географ рабайсыз қалың кітабын ашты, қарындашын ұштады. Саяхатшылардың айтқан әңгімесін әуелі қарындашпен жазып алар болар. Саяхатшы дәлелін табыс еткеннен кейін ғана оның әңгімесін сиямен жазуға болады. Сонымен құлағым сенде, деді географ. Менің ондағы көрген-білгенім оншама қызықты емес, деп міңгірледі кішкентай шahзада. Мендегінің бәрі тым кішкене. 3 вулканым бар, екеуі істейді, ал үшіншісі әлдеқашан сөніп қалған. Алайда әлі де не ұшырасарын кім білсін. Не ұшырасарын білу қиын, деп құптады географ. Менде гүлде бар. Гүлдерді бір қағазға түсірмейміз, деді географ. Неге? Ең әдемі гүл еді. Неге десең, гүлдер өткінші. Өткіншісі қалай? Географиялық кітаптар әлемдегі ең қымбатты кітаптар, деп түсіндірді географ. Ешқашанда ескірмейді. Таудың орнынан қозғалуы тым сирек болатын оқиға ғой. Мұхиттың тартылып қалуы да сондай. Біз мәңгілік өзгермес нәрселер жайында жазамыз. Алайда сөнген вулканның оянуы мүмкін ғой, деді кішкентай шahзада географтың сөзін бөліп. Өткінші дегеніміз не? Вулкан сөнді немесе сөнген жоқ па? Біздер үшін, географтар үшін бұның мәні жоқ, деді географ. Мәнді біреу тау өзгермейді. Өткінші деген не, деп сұрады кішкентай шahзада. Ол әлде бірдеңе жайында сұрай қалса, жауапқа қанбай тынышталмаушы еді. Бұның мәнісі ұзамай жоқ болатын нәрсе деген сөз. Сонда менің гүлім ұзамай жоқ болмақ па? Әрине. Сұлуым менің, шаттығым менің мәңгілік емес екен. Пешенесіне біткені 4 тікенек қана екен. Сондайлық сорлы гүлді планетамда жап-жалғыз қалдырып кеткенімді қарашы, деді кішкентай шahзада. Жетім қалған гүлі туралы бірінші рет өкіндім. Бірақ көп ұзамай қайратқа қайта міндім. Маған қайда сапар шегуге кеңес бересіз, деп сұрады ол географтан. Жер аталатын планетаға бар, деп жауап берді географ. Жердің даңқы жаман емес. Осыдан кейін кішкентай шahзада жолға шықты. Бірақ оның есі дерті жетім қалған гүлде еді. Сонымен кішкентай шahзаданың келіп қонған 7-ші планетасы жер еді. Жер әншейін планетаның бірі емес. Жер бетіндегі корольдің саны 111. Бұның ішінде әрине негр корольдері де бар. Географтың саны 7000. Пайдакүнемнің саны 900 000. Бұдан тысқары 7,5 миллион маскүнемдер, 311 миллион баққұмарлар бар. Бәрін жинақтағанда үлкендердің саны 2 миллиард шамасында. Жердің ұлан байтақтығын сізге аңғарту үшін мынаны айтсам да жеткілікті. Электр шамы ойлап шығарылудан бұрын жер шарының әйгілі 6 бөлігінде шырақшылардың түмен қолы болған. Санағы 462 511 адам еді. Сырттай қарасаңыз осының бәрі ғажап көріністі. Сол түмен қол бейне бір бейшілердің өзіндей сарада ықшам қимылдаушы еді. Бірінші боп Жаңа Зеландия мен Австралияның шырақшылары өнер көрсеткен. Шырағданды тұтатып болған соң ұйқыға шомарды. Бұлардан кейінгі нәубет Қытайдың шырақшыларынікі еді. Олар да машық биін билеп, шымылдықтың тазасына жасарынарды. Ендігі кезек Россия мен Индиядағы шырақшыларға келетін.
сосын Африка мен Еуропаға ауысатын. Бұдан соң Солтүстік Америкаға, одан Оңтүстік Америкаға жылыстайтын. Олардың бірде-біреуі қателесіп көрген емес, бірде-біреуі сахнаға мезгілсіз шыққан емес. Солтүстік полюстегі шырақшы һәм оның оңтүстік полюстегі бауыры осы екі адам ғана тауқыметсіз, абзал өмір сүреді. Олардың жыл тәулігінде өз ісімен екі ақ рет шұғылдануына тура келді. Тапқырлықпен таңғалдырғың келгенде кейде суайттықты да қосып жібересің. Шырақшылар туралы әңгімелегенде шындықты шамалы бұрмаладым. Білем, планетамызға қанық емес адамдар ол жайында қате түсінік ала ма деп қорқамын. Адамдардың жер үстінде алатын орны соншалықты үлкен емес. Егер жер шарында тұратын 2 миллиард жан жиынға жиылғанда иін тіресіп сығылысатын болса, ұзыны 20 миль, көлденеңі 20 миль кеңістікке сыйып кетер еді. Үлкендер әрине сізге иланбайды. Олар алатын орнымыз өте үлкен деп ойлайды. Олар өздерін бау-баптай алып санайды. Ал сіз ондайларға есепті анықтауға кеңес беріңізші. Бұндай кеңес ұнайды, өйткені олар цифрды жанындай жақсы көреді. Сіздің өзіңіз уақытты есеп-қисапқа шығасы етпеңіз, бұның қажеті жоқ. Сіз бұнсыз да маған сенесіз. Сонымен кішкентай шахзада жерге келіп түскенде тірі жан көзіне ілінбейді. Бұған қайран қалды. Тіпті ол жаза басып басқа планетаның үстінен шықтым ба деп те қалды. Сөйтіп тұрғанында толған айдың сәулесі құмдаққа түсіп діріл қақты. Қайырлы кеш дей салды кішкентай шахзада. Қайырлы кеш деп жауап қатты жылан. Бұл тұрғаның қандай планета? Бұл жер, Африка деп жауап қатты жылан. Солай ма? Жер үстінде адамдар болмаушы ма еді? Бұл жапан түз. Жапан түзде жан болмайды. Жер дегеніңіз үлкен. Кішкентай шахзада тасқа отырды да аспанға көз салды. Жұлдыздардың неге жылтырайтынын білгім келеді деді ол ойға шомып. Әркім ерте ме кеш пе өз жұлдызын табу үшін жылтырайтын шығар. Қарашы, тас төбемізде менің планетам тұр. Қаншама қиянда десеңші. Әдемі планета екен деді жылан. Ал өзің бұнда жер бетінде не істемекшісің? Мен өзімнің гүліммен араздасып қалып едім дедім. Кішкентай шахзада ағынан жарылып. Солай ма дедім. Екеуі де үндемей қалысты. Әу адамдар қайда кеткен дедім. Кішкентай шахзада ақырында. Жапан түзде жалғызсырайды екенсің. Адамдардың арасында да жалғызсырауға болады деді жылан жымысқыланып. Кішкентай шахзада жыланға баға қарап қалды. Сенің өзің қызық мақұлық екенсің, қалжан саусақтай ғана деді кішкентай шахзада. Корольден кәрі менің құдіретім күштірек деп уәж айтты жылан. Кішкентай шахзада езу тартты. Қой, сен соншалықты құдіреттімісің? Керек десе сенде табан да жоқ, саяхатта құра алмайсың. Мен сені жүрдек кемеден де алысқа алып кете аламын деді жылан. Сөйтті де кішкентай шахзаданың бақайшығына 6 білезікте оралып қалды. Кімде-кім мен тиіссем, ол адамды өзінің шыққан тегіне қара жерге қайтарамын деді жылан. Бірақ сен пәк екенсің, әрі көктегі жұлдыздан келген екенсің. Кішкентай шахзада үндемеді. Мен сені аяп тұрмын деді жылан сөзін жалғап. Сұр тастай қатал осынау жер бетінде сен тым әлсізсің. Тастап кеткен планетаңды сағынып өзегіңді өкініш өртеген күні айтарсың. Сені құтқарам. Мен уыттым. Мен жақсы-ақ түсіндім, деді кішкентай шахзада. Алайда сен неге ылғи жұмбақтап сөйлейсің? Жұмбақ атаулының шешуі менде, деді жылан. Екеуі де үндемей қалысты. Кішкентай шахзада жапан түзді кешіп өтті. Тірі жан кездеспеді. Бұл уақыттың ішінде жалғыз шоқ гүл ғана ұшырасты. Кіп-кішкентай солғындау 3 тал ғана гүл еді. Армысың, деді оған кішкентай шахзада. Армысың деп жауап қайырды оған гүл. Адамдар қайда деп сұрады кішкентай шахзада ізетпен. Керуеннің көшіп бара жатқанын гүлдің бір мәрте көргені бар еді. Сол есіне оралып. Адамдар ма? Иә, олар не бары 6 яки 7 сияқты еді. Көп жыл бұрын көргемді. Енді қайдан іздеуді қайдан білейін? Жел айдап кетеді, олардың тамыры жоқ, ал тамырсыздық өте ыңғайсыз. Қош бол, деді кішкентай шахзада. Қош бол, деді гүл. Кішкентай шахзада асқар тауға шықты.
Өзінің тізесінен ғана келетін 3 вулканнан басқа бұрын сірә тау атаулыны көрген емес-ті. Сөніп қалған вулкан оған орындықтың орнына жүрген. Енді ол осыншалық биік таудың басынан бүкіл планетаны, барлық адамды бірден көремін ғой деп ойлаған. Бірақ қанжардай өткір, инедей үшкір жартастарды ғана көрді. Қайырлы күн дей салды ол. Қайырлы күн, күн деп жаңғырықты жартастар. Кімсіңдер деп сұрады кішкентай шahзада. Кімсіңдер деп жаңғыра қайталады жартастар. Дос болайық, мен жапа-жалғызбын деді кішкентай шahзада. Жалғыз деп жаңғырықты жартастар. Қандайлық жат планета деп ойлады кішкентай шahзада. Инедей шаншылған, кермектей қуарған бір нәрселер. Адамдарының қиялы қысқа, өзінің айтқаныңды қайталағанның басқаны білмейді. Сұлуым менің, шаттығым менің, үйде қалған қайран гүлім-ай, бірінші боп өзің тіл қатушы едің. Кішкентай шahзада құмшауыт түзді кешіп, қарлы құздардан өтіп ұзақ жүрген. Ақырында жолдың үстінен шықты. Ал жол атаулы адам мекеніне алып баратыны белгілі. Қайырлы күн деді кішкентай шahзада. Ол райхан гүлі құлпырған баққа кезіккен еді. Қайырлы күн десті райхан гүлдер жамырай. Кішкентай шahзада осынау гүлдердің қиянда қалған өз гүліне ұқсастығын аңғарды. Сендер кімсіңдер деді кішкентай шahzада таңданып. Біз райхан гүліміз десті әлгі гүлдер. Солай ма деп міңгірледі кішкентай шahzада. Сол мұң екен, өзін өте бақытсыздай сезінді. Оның гүл сұлуы жалпақ жаһанда өзіме тең келетін гүл жоқ деуші еді. Енді басқа бір бақтың ішінде одан кем соқпайтын 5000 гүл тұр. Осының бәрін көрсе менің сұлуым ыза болар еді деп ойлады кішкентай шahzада. Сұлуым сұмдық жөтеліп қалар еді. Күлкіге ұшырамас үшін өлуге әзірлігінде байқатар еді. Мен болсам, сырқатты күткендей бәйек болар едім. Әйтпесе тәкаппар сұлуым мені де қорлай кету үшін шыннан өліп қалар едім. Бұдан кейінгі шahzaданың басына келген ой. Дүние жүзінде, еш жерде, ешкімде жоқ дара гүл менің меншігімде деп ойлап жүрсем, менікі кәдімгі райхан гүл ғана екен ғой. Менде бары қарапайым райхан және бойы тілерсегімдей-ақ 3 вулкан ғана. Оның да біреуі сөнген. Мүмкін мәңгі бақи сөнген шығар. Осыдан кейін менің шahзадалығым қайсы? Шөпке аунап жылады. Сол арада түлкінің жетіп келмесі бар ма? Армысың деді түлкі. Армысың деді кішкентай шahzада ізетпен. Сөйтті де жан-жағына қарады, бірақ ешкім жоқ еді. Мен мұндамын деген дауыс шықты. Алма ағаштың түбіндемін. Сен кімсің деп сұрады кішкентай шahzada. Қандай сұлусың? Мен түлкімін деді түлкінің өзі. Менімен ойнашы деді кішкентай шahzada. Сұмдық жабығып жүрмін. Сенімен ойнай алмаймын деді түлкі. Мені машықтандырмаған. Онда кешір деді кішкентай шahzada. Дегенмен ойланып қалды. Ақырында машықтандырмадыңның мәнісі не деп сұрады. Сен бұл аралық емессің деп бір қойды түлкі. Бұл арада не істеп жүрсің? Адамдарды іздеп жүрмін деді кішкентай шahzada. Мен достарды іздеп жүрмін. Дегенмен машықтандырмадыңның мәнісін түсіндірсең қайтеді? Адамдардың мылтығы бар, аңға шығады. Мұның өзі тым келісімсіз. Олар тауық та өсіреді, олардың жақсылығы да осында. Сен тауық іздеп жүрген жоқсың ба? Жоқ, деді кішкентай шahzada. Мен достарды іздеп жүрмін. Дегенмен машықтандырмадыңның мәнісін түсіндірсең қайтеді? Бұл әлде қашан адыра қалған кәсіп деп түсіндірді түлкі. Бұның мәнісі ілгешек салу деген сөз. Ілгешек? Гәп осында деді түлкі. Мен үшін сен әлі жас баласың, 100 мыңдаған жас балалардың бірісің. Сондықтан да сенің маған керегін жоқ. Мен де саған керек емеспін. Сен үшін мен түлкі ғанамын. 100 мыңдаған түлкінің бірімін. Ал бірақ сен мені машықтандырсаң, бір-біріміздің қажетімізді өтесеміз. Бүкіл әлемдегі аяулым, дархан дарам сен боласың. Мен де сенің жалпақ жапандағы жалғызың боламын.
түсіне бастадым, деді кішкентай шahзадам. Жапа-жалғыз желбіреген райхан гүл бар еді. Сол гүл мені машықтандырған секілді. Бек мүмкін, деп құптады түлкі. Жер бетінде не болмайды дейсің? Ол жер бетінде емес еді, деді кішкентай шahзада. Түлкі аң-таң болды. Бөтен планетада ма? Иә. Ол планетада аңшылар бар ма? Жоқ. Қызық екен. Тауықтары бар ма? Жоқ. Әлем шалағайлықтан құтылмаған, деді түлкі күрсініп. Сәлден кейін және де осы жайында сөйлеп кеттім. Менің өмірім іш пыстырады. Мен тауықтарды аңдимын. Адамдар мені аңдиды. Тауықтың бәрі бірдей, адамдардың да бәрі бірдей. Сондықтан да менің өмірім көңілсіз өтіп жатыр. Егер сен мені машық етсең, менің өмірім күннің шұғыласымен нұрланар едім. Сенің қадамыңды мыңдаған басқан қадамдардың арасынан ажырата білер едім. Адамдардың тықыры құлағыма естілсе-ақ, мен зытамын, жасырынамын. Ал сенің тықырын маған музыкада естілер еді. Мен үңгірімнен жайраңдап шыға келер едім. Енді анаған көз салшы. Анау жерде егіндікте бидайдың өсіп қалғанын көріп тұрсың ба? Мен нан жемеймін. Басы салбыраған егіннің маған қажеті жоқ. Жайқалған бидай мен үшін аңызсыз. Көңілсіздік осында. Сенің шашың алтындай әсем. Мені машықтандырсан керемет болар едім. Алтын бидай менің есіме сені түсірер де тұрар едім. Желмен дербеліп, сыбырлаған егінді жақсы көріп кетер едім. Түлкі тыйылды да. Кішкентай шahзадаға ұзақ қарап қалды. Ақырында, мені машықтандыршы, деді. Менің уақытым аз, әйтпесе қуана-қуана машықтандырар едім, деді кішкентай шahзада. Менің достар табуым керек, әртүрлі жайтқа қануым керек. Машықтанған нәрселерді ғана білуге болады, деді түлкі. Адамдардың бірдеңе білуге уақыты да жетпейді. Олар затты дүкеннен дайын күйінде сатып алады. Достарды сататын дүкен жоқ қой, сондықтан да адамдар досқа зәру. Егер досты болғың келсе, мені машықтандыр. Бұл үшін не істеу керек, деп сұрады кішкентай шahзада. Сабыр тұту керек, деп жауап қайырды түлкі. Әуелі ана жерге шөптің үстіне жырағырақ отыр. Мен саған көз қиығын саламын, сен үндеме. Сөз деген бір-біріңді білуге қырсық келтіреді. Солай болғандықтан күн сайын маған тілсіз жақындай бер. Ертеңіне кішкентай шahзада кешегі жерге қайта келді. Ең дұрысы, күн сайын белгілі бір сағатта кел, деп қолғалады түлкі. Мәселен, сен сағат 4-те келетін болсан, мен сағат 3-тен бастап өзімді бақытты сезіне бастаймын. Уәделі сәт жақындаған сайын бақыт тасиды. Сағат 4-те мен асып-сасып бастаймын. Үрейде қатар жүреді. Бақыттың бағасын сонда білемін. Ал егер сен әр кезде әртүрлі уақытта келетін болсан, жүрегімнің лүпілін қай сағатта әзірлеуді білмес едім. Әдет-ғұрыпты сақтау керек. Әдет-ғұрып деген не, деді кішкентай шahзада. Бұл да әлде қашан адыра қалған нәрсе, деп түсіндірді түлкі. Бір күнің басқа күндерге ұқсамаса, бір сағатың басқа сағатқа ұқсамаса, осы сияқтыны әдет-ғұрып дейміз. Мәселен, менің аңшыларымның мынадай ғұрпы бар. Сейсенбі күндері олар қыстақтың қыздарымен би билеседі. Сейсенбі қандай тамаша күн. Мен сейілге шығып жүзімдікке дейін барып қаламын. Ал егер аңшылар аңсары ауған кезде билей берсе, күннің бәрі біркелкілікке ұшырар еді де, мен демалыс атаулыдан қағылар едім. Ақыры кішкентай шahzада түлкіні үйретті. Қоштасар кезі де келді. Сені сағынып жылаймын ғой, деді түлкі күрсініп. Өзің кінәлісің, деді кішкентай шahzада. Сенің жаның күйзелсін деген жоқ едім. Үйрет деп қыңқылдаған өзің. Иә, әрине, деді түлкі. Алайда сен жылайсың ғой. Иә, әрине. Демек саған бұның жақпағаны ғой. Жоқ, маған жақты, деді түлкі. Алтын бидай туралы айтқанымды есіне түсірші. Түлкі тыйылды. Аздан соң сөзін жалғады. Бар, райхан гүлдерге және бір рет көз сал. Сенің райханың жаһандағы жалғызың екенін ұғасың. Менімен қоштасу үшін қайтып келген кезінде саған бір құпия ашамын. Менің саған берген сыйлығым осы болмақ. Кішкентай шahzада райхандарды көріп келмекке кетті. Сендер менің райханыма титтей де ұқсамайсыңдар, деді ол гүлдерге.
Сендер әлі түк те емессіңдер, сендер ешкім үйреткен жоқ, сендерді де ешкім үйреткен жоқсыңдар. Бұрын менің түлкім де осындай болған. 100 мыңдаған басқа түлкілерден оның айырмашылығы жоқты. Мен онымен достастым. Енді ол жалпақ жаһандағы жалғыздың өзі. Райхан гүлдер ұялып қалды. Сендер сұлусыңдар, бірақ ойсызсыңдар, деп кішкентай шahзада сөзін жалғай түсіп. Сендер үшін өлгім келмейді. Әрине, кездейсоқ жалаушы менің райханыма көзі түссе, сендер сияқты екендер. Бірақ мен үшін ол гүл сендердің баршаңнан да қымбат. Сендерге емес, сол гүлге күн сайын су шашқанмын. Сендерге емес, сендерді емес, сол гүлді шыны қалпақпен жапқанмын. Желден қорғап шымылдық тұтқанмын. Сол гүл үшін қоңыздардың тұқымын құртып, көбелектің тұқымын тарату үшін ғана екеу-үшеуін тірі қалдырғанмын. Сол гүлдің басы ауырып, балтыры сыздағанын, сауында мақтанғанын көргенмін. Үндемеген кезінің өзінде үніне құлақ тосқанмын. Сол менің гүлім. Осымен кішкентай шahзада түлкіге қайтып оралды. Қош бол, деді ол. Қош бол, деді түлкі. Менің құпиям қалтарыссыз, жүрек қана жіті. Ең маңызды нәрсені көзбен көре білмейсің. Ең маңызды нәрсені көзбен көре білмейсің, деп қайталады кішкентай шahзада, жадына түймек боп. Райхан гүліңнің өзіне қымбат болу себебі сен оған жаныңды пида еткенсің. Оның себебі жаныңды пида еткенсің, деп қайталады кішкентай шahзада, жадына түймек боп. Осы шындықты адамдар ұмытқан, деді түлкі. Бірақ сен ұмытпа. Өзің машықтандырғандардың әрқайсысы үшін сен қашан да жауаптысың. Райхан гүлің үшін жауаптысың. Мен райхан гүлім үшін жауаптымын, деп қайталады кішкентай шahзада, жадына түймек боп. Қайырлы күн, деді кішкентай шahзада. Қайырлы күн, деді торапшы. Бұл арада не істеп жүрсің, деп сұрады кішкентай шahзада. Жолаушыларды сұрыптаймын, деп жауап қайтарды торапшы. Пойыздың бірін оңға, бірін солға жөнелтіп, мыңдаған адамдарды сапарға шығарамын. Сол мұң екен, жүрдек пойыз терезелері жалтылдап, сартылдап өте шықты. Торапшының күркесі селкілдеді. Бұлар неткен асығыс, деп таңғалды кішкентай шahзада. Не іздейді? Машинистің өзі де оны білмейді, деді торапшы. Көп ұзамай тағы бір жүрдек пойыз шамы жалтырап, сартылдап өте шықты. Бұл бағанағыдан басқа жаққа қарай тартты. Қайтып келіп қалғаны ма, деп сұрады кішкентай шahзада. Жоқ, бұл басқа, деді торапшы. Бұл қарсы ұшырасқан поезд. Бұрынғы тұрған жері жайсыз болғаны ма? Біз жоқ жердің бәрі жақсы, деді торапшы. Сол-ақ екен, шамы жалтырап, үшінші пойыз сарылдап өте берді. Бұлар әлгілерді алғашқы кеткендерді қуып жетпек пе, деп сұрады кішкентай шahzада. Бұлардың еш нәрсеге зауқы жоқ, деді торапшы. Бұлар вагонда ұйықтайды, немесе жай отырыстап еснеседі. Тек балалар ғана терезеге мұрнын тигізе төнеді. Балалар ғана не іздейтінін біледі, деді кішкентай шahzада. Олар шүберек қуыршаққа жанын пида етеді, сондықтан да қуыршақ оларға өте-мөте қымбатты. Ал егер қуыршағын тартып алса, балалар жылайды. Олардың бақыты, деді торапшы. Қайырлы күн, деді кішкентай шahzада. Қайырлы күн, деді сатушы. Бұл адам шөл қандыратын сиқыр дәрі сатушы едім. Бұндай дәріні өңештен өткізіп жіберсең болды, апта бойына сусын тілемейсің. Бұны не үшін сатасың, деп сұрады кішкентай шahzада. Бұдан уақыт көп үнемделеді, деп жауап қатты сатушы. Мамандардың есебі бойынша аптасына 53 минут үнемдеуге болады екен. 53 минутта не істеуге болады? Не істесен де еркің. Менің 53 минутым бос болса, ырғалып жырғалмай-ақ бұлақ басына барар едім, деп ойлады кішкентай шahzada. Апатқа ұшырағаныма аптадан асты. Сиқыр дәрі сатушы жайындағы әңгімені естігенмен, ең соңғы тамшы суымды ішіп қойдым. Я, дедім мен кішкентай шahzadaға. Сенің айтқанның бәрі де қызықтақ, бірақ мен самолетімді әлі жөндеп болғам жоқ. Бір тамшы да су қалмады. Өзің сияқты ырғалып жырғалмай-ақ бұлақ басына барар болсам, мен де өзімді бақытты санар едім. Мен достасқан түлкі, аяулым-ау, түлкіні ойлауға мұршам жоқ.
Неге десең, шөлден өлетін сыңайым бар. Кішкентай шahзада бұл сөздердің байланысын ұқпады. Өлу керек болған күннің өзінде досыңның болғаны жақсы ғой. Мен түлкімен достасқаныма өте қуаныштымын, деді ол. Төнген қауіптің қатерін түсінбейді. Бұрын сонда аштықты да, шөліркеуді де бастан кешпеген. Бұған күннің шұғыласы жеткілікті. Мен осыны естірте айтпадым, ішімнен айттым. Бірақ кішкентай шahзада маған қарады да былай деді. Мен де шөлдедім. Жүр, құдық іздейік. Мен торыққан түрде қол сермей салдым. Қиырсыз түзде құдық іздеуден не шығады дегенім еді. Дегенмен біз жол шектік. Ұзақ уақыт бойы біз үнсіз жүріп отырдық. Күн кешкірді, аспанда жұлдыздар жана бастады. Шөлдегенім сонша аздап селкілдей бастадым. Жайған жұлдыздарды өнімде емес түсімде көргендей болдым. Менің есіме кішкентай шahзаданың сөздері түсе берді. Демек, шөлдеудің не екенін сен де білетін боп шықтың ба? Бұған ол жауап қатпады. Өзінше жайбар сөйледі. Су дегеніміз жүрекке де керек болады. Мен түсінбедім, үндемей қалдым. Одан тәмпіштей сұраудың керексізін біліп едім. Ол шаршады, құмға отырды. Мен қасына отырдым. Үн қатыспадық. Ақырында ол былай деді. Жұлдыздар өте әдемі. Оның себебі көзге ілінбесе де, сонау шалғайда гүл бар. Иә, әрине, дедім мен. Айдың сәулесі жарық қылған толқынды құмға көз салып. Жапан түзде сұлу, деді кішкентай шahзада. Бұл шындық. Жапан түз табиғаты маған да ұнайтын. Құмдақтың үстінде отырасын, еш нәрсе көрінбейді, еш нәрсе естілмейді, дегенмен тыныштықта бірдеңе сәулеленеді. Жапан түздің неліктен жақсы екенін білесің бе, деді ол. Осы түздің бір жерінде бұлақ бұғып жатыр. Мен қайран қалдым. Құмдардан шашыраған жұмбақ сәуленің не екенін оқыс ұғындым. Баяғыда мен көненің көнесінде ескі үйде тұрғамда, сол үйде қазына тығулымыз тесуші едім. Әрине, ондай қазынаны ешкім таппай-ақ қойды. Ондай қазынаны ешкім ешқашан іздемеуі де мүмкін. Бірақ сол қазынаның салдарынан әлгі үй сиқыр сияқтанушы еді. Жүрегіне құпия сыр сақтағанда едім. Иә, дедім мен. Үй болсын, жұлдыз болсын, немесе жапан түз болсын, бәрінің ең аяулы нәрсесі көзбен көруге болмайтын нәрселер. Менің досым түлкінің ойын құптағаның үшін мен өте қуаныштымын, деді кішкентай шahzада. Осыдан кейін ол ұйықтап қалды. Мен оны көтеріп әрі қарай жүрдім. Толқыған сезім биледім. Майысып тұрған қазынаны көтеріп келе жатқандай болдым. Жер бетінде одан майысқақ нәрсе жоқ сияқтанды. Айдың жарығында мен оның өнсіз маңдайына, жұмулы кірпігіне, жел желбіреткен алтын шашына қарадым. Осының бәрі қаңқасы ғана, дедім. Ең маңыздысы көзбен көре білмейтін нәрсем. Оның ернінен күлкі жүгіріп өтті. Мен өзіме бұлайша тіл қаттым. Ұйықтап жатқан кішкентай шahzaданың көңіл босатар қасиеті, оның гүлдің көзіне шөп салмауы. Ұйықтағанның өзінде шырақтың жалынындай жарқырап тұратын райхан гүлдердің бейнесін жүрегінде сақтауы. Осыдан кейін мен оның майысқақтан да майысқақ екенін ұғындым. Шырақтарды сақтау керек, желдің екпіні өшіріп кетуі кәдік. Сөйтіп мен жүре бердім. Ала кеуімде құдыққа да жеттім-ау. Адамдар жүрдек поездға мінеді, ал не іздейтінін өздері де түсінбейді, деді кішкентай шahzada. Солай болғандықтан да тыным таппай, біресе ана жаққа, біресе мына жаққа сапырылысады. Сәлден кейін соның бәрі бекершілік деп қойды. Біз үстінен түскен құдық Сахарадағы басқа құдықтардай болмай шықты. Әдетте бұл маңның құдығы құмшауыттағы шұқыр, ал біздің тап болғанымыз кәдімгі нағыз қыстақтың құдығы еді. Бірақ таяу маңда қыстағы атаулы жоқ, сондықтан осының бәрі түсім шығар деп те ойлап қалдым. Неткен тосындық, дедім мен кішкентай шahzaдаға. Бұл жерде бәрі әзір тұр, қақпақ та бар, шелек те бар, арқан да бар. Кішкентай шahzada күлді, арқанға қолы тиді. Қақпақтың шандуын шеше бастады. Желсізде тотбасты болған көне қаққанбақтай қақпақ сықырлап қоя берді. Естіп тұрсың ба, деді кішкентай шahzada. Біз құдықты оятып жібердік. Құдық әндете бастады.
Мен кішкентай шағзада шаршайды ғой деп қорықтым. Суды өзім қауғалайын, сенің бұған күшің келмейді, дедім мен. Су толған шелекті ақырын тартып шығардым да құдықтың тастақ ернеуіне жайлап қойдым. Құлағымда сықырлаған қақпақтың әні қалды. Шелектегі су әлі шайқалып, күн сәулесі діріл қағып тұрды. Мына судан ішкім келіп тұр, деді кішкентай шағзада. Сусындатшы. Оның не істегенін енді барып түсіндім. Шелекті аузына апардым. Көзін жұмып іше бастадым. Тамаша мерекенің өзіндей болды. Су да жай су еместі. Жұлдыздардың астындағы ұзақ сапардан, қақпақтың сықырынан, менің қолымның күшінен пайда болған су осы еді. Жүрекке тартылған сыйлықтай еді. Кішкентай кезімде Рождество мейрамының сыйлығы аршадағы шырақтар, түн ортасында өңдеткен орган аспабы, назды күлкілер маған әлгіше әсер етуші еді. Сенің планетаңда адамдар бір баққа 5000 райхан өсіреді. Сөйтсе де іздегенін таба алмайды, деді кішкентай шағзада. Таба алмайды деп құптадым. Іздегендерін жапа-жалғыз райханнан бір жұтым судан табуға болады ғой. Иә, әрине, деп құптадым. Көз соқыр, жүрекпен іздеуге керек. Мен су іштім, көкірек шайдай ашылды. Таң ата құмшауыт мұз секілді алтындатып шыға келеді. Мен осының өзінен де бақытқа кенелетіндеймін. Ұнжырға түсетіндей не бар? Сен сөзіңнен шығуың керек, деді кішкентай шағзада биязы үнмен. Қайтадан қасыма келіп отырды. Қандай сөзден? Есінде ме, менің қошақаныма томылдырық берем деп уәде қылғансың. Мен сонау гүл үшін жауаптымын ғой. Мен қалтамнан салған суреттерімді шығардым. Кішкентай шағзада суреттерге қарап күліп жібердім. Сен салған баобабтар капустаға ұқсас, ал мен болсам өзімнің баобабтарымнан мақтанушы едім. Түлкінің құлағы мүйіз бейнелі, қандай ұзын. Кішкентай шағзада және күлді. Бұның әділдік емес, дос. Мен сірәді сурет сала білген емеспін. Айдаһарларды іштей де сырттай да салғаным болмаса, оқасы жоқ, деп ол менің көңілімді аулады. Балалар онсыз да түсінеді. Мен қошақан үшін тымылдырықтың суретін салдым. Суретті кішкентай шағзадаға бергенде жүрегім аузыма тығылды. Сен бірдеңе ойладың, бірақ маған айтпай тұрсың. Бірақ кішкентай шағзада жауап қатпады. Білесің бе, деді ол. Менің жерге түскеніме ертең 1 жыл толады. Сөйтті де үндемей қалды. Біраздан соң былай деді. Менің түскен жерім осы маңнан тіптен таяу. Сол мұң екен, қызарып қоя берді. Тәңір білсін бе, менің жанымды және де ауыртпалық басты. Сөйте тұра мен былай деп сұрадым. Демек сенімен танысқан кезде осыдан апта бұрын ертеңгілікте адамзат мекенінен мыңдаған миль қашықтықта жападан жалғыз кездейсоқ қаңғырып жүрмеген екенсің ғой. Алғашқы түскен жеріне қайтып бара жатқан бетін екен ғой. Кішкентай шағзада бұрынғыдан да бетер қызарды. Мен болсам босаңдау сөйледім. Мүмкін жыл толғандықтан солай көрінер. Ол тағы да қызарды. Менің бірде-бір сұрағыма жауап қайырмады. Алайда қызарып кеткен рас дегенінде солай емес пе? Мен үрейлімін дей беріп едім күрсініс үстінде. Ол сөзімді бөлді. Білек сыбанып жұмысқа кірісер кезің болды, машинаңа бар. Мен сені осы арадан тосайын, ертең кешке орал. Дегенмен бұдан саябыр таба қоймадым. Түлкіні еске алдым. Өзіңді маштандыруға көнсен, кейін зар жылайтын кезінде болады. Құдықтың маңында қирап қалған ежелгі тас қамалдың қалдығы бар еді. Екінші күні кешқұрым жұмысымды бітіріп, мен әлгі қамалға келдім. Аяғын айқастырып қамалдың үстінде отырған кішкентай шағзаданы алыстан көргем. Дауысын да естідім. Есіңнен шығып кетті ме, деді ол. Бұл жерде емес еді ғой. Әлдекім оған жауап қатқан сияқты, өйткені артынша былай деп салды. Иә, осыдан 1 жыл бұрын дәл бүгінгі күн болғанды, тек басқа жерде еді. Мен қарыштап жүре бастадым, бірақ қамалдан тірі жан көрінбеді. Дауыс естілмеді. Оның бер жағында кішкентай шағзада тағы да әлдекімге тіл қатты. Айттым ғой, менің ізімді құмнан табасың, тапта күте бер. Бүгін түнде сол жерге барамын. Қамалға дейін 20 метрде еді, бірақ мен әлі ешқандай нәрсе көргем жоқ.
Шамалы үнсіздіктен кейін кішкентай шahзада былай деді: «Сендегі уытты ма? Сен маған ұзақ азап шектірмейсің бе?» Мен тұрып қалдым. Жүрегім аузыма тығылғандай болды. Бірақ мен әлі еш нәрсеге түсінген жоқпын. «Енді кете бер», деді кішкентай шahзада. Менің құрдымға құлағым келеді. Мен төменге түйіле қарадым. Сол-ақ мұң екен, қарғып түстім. Қамалдың іргесінде кішкентай шahзадаға қарай басын оқтап сары жылан шаншылып тұр. Бұндай жылан шақса, жарты минутта жан тапсырасын. Қалтамдағы тапаншаға қол салып жыланға қарай жүгірдім. Бірақ қадамымның тысырын естіген жылан жылымшылап аққан бұлақтай құмның үстімен баяу иреңдеп, жездей сыңғыр етіп тастың жықпылына жасырынды. Кішкентай шahзадамды қағып әкету үшін мен қамалға дер кезінде жеттім. Кішкентай шahзада қардан да әппақ боп кеткен. «Нендей сұмдық ойлап жүрсің, бала?» дедім мен. «Жыландармен не үшін сөйлесесің?» Баланың байырға алтын бөбек байын ағыттым. Жағына сулы орамал басып, өзіне су ішкіздім. Бірақ еш нәрсе жайында сұрауға батылым бармадым. Бала маған салдарлы қарап, мойнымды қолымен орып алды. Баланың жүрегі оқ тиген құстың жүрегінде әлсіз соғып тұрғанын құлағым шалды. «Бала, бүй», деді. «Машинаның нендей қырсыққа ұшырағанын ажыратыпсың. Бұған қуаныштымын. Енді үйіне қайтуына болады». «Сен қайдан білесің?» Мен жорамал атаулыны түгел жеңіп самолетті жөндеп шығарғанымды айтпақ едім. Бала жауап қатпады. «Айтқаны мынау ғана. Менде бүгін үйіме қайтамын». Сәлден кейін мұңая үстемеледі. «Тұрағым анағұрлым алыс, оған жету анағұрлым қиын». Осының бәрі тым тосырқау еді. Мен оны кішкентай бөбек құсатып құшағыма алдым, бірақ ол менің құшағымнан шығып бара жатқан, құрдымға құлап бара жатқандай болдым. Оны ұстап тұруға күш жетпейтіндей сезіндім. Ол әлде қалай алысқа көз тігіп, ойланып тұрды. «Сенің қошақаның менде қалады, қошақанға арналған жәшікте қалады, тұмылдырықта», сөйдеді де мұңая күлімсіреді. Мен ұзақ күттім. Ол есін жинағандай ма, қалай? «Сен қорықтың-ау, бала». «Қалайша қорықпасқа», бірақ бала ақырын күлді. «Бүгін кеште көретін құбыжығым бұдан да зор. Құтылысы жоқ». Пәлені сезгенде тұла бойым тағы да түршілікті. Баланың балдай күлкісін енді қайтып естімес пе екенмін? Сол бір күлкі мен үшін жапан түздегі бұлақтың сылдырына тең еді. «Бала, сенің күлкіңді және бір рет тыңдағым келіп тұр». Бірақ ол жауап жартпады. «Бүгін түнде жыл толады. Менің жұлдызым өзім былтыр кеп түскен жердің дәл үстінен кеп қарап тұрады». «Құлақ салы, балақай, осының бәрі жылан да, жұлдызбен жолығыс та жаман түстің өзі ғой, солай емес пе?» Бірақ ол жауапқа жартпады. «Ең маңызды нәрсені көзбен көре білмейсің», деді ол. «Әрине ғой, гүлді көру де солайша. Егер қашықтықтағы жұлдызда өсетін гүлді сүйсең, түнде аспанға көз тігуге жақсы. Жұлдыздың бәрі бал-бұл жанады». «Әрине ғой, су жайында да солай. Сен маған су ішкізгеніңде сол су музыка секілді еді. Соның бәрі қақпақ пен арқан арқылы табылған еді. Есіңде ме? Сол су жақсақ еді». «Әрине ғой, түнде сен жұлдыздарға қарайсың. Менің жұлдызым тым кішкентай, оны көрсете алмаймын. Сөйткен жөн, сен үшін көп жұлдыздың бірінде ғана, соның өзі жақсы. Жұлдыздарға көз тігуді жақсы көретін боласың. Жұлдыздың бәрі сенің досың айналады. Мен саған сый-сияпатта жасармын», сөйдеді де бала күлді. «Ах, балақай, балақай, сенің күлкіңді қандай жақсы көретініңді білесің. Менің сый-сияпатым да осы су жайындағы секілді. Қалайша? Әрбір адамның өз жұлдызы бар. Жұлдыз дүние кезетіндерге жол меңзеп тұрады. Кейбіреулер үшін ол кішкентай қызыл шоқ есепті ғана. Ғалымдар үшін ол қиын есептің шешіміндей. Менің таныс пайда күнемім үшін ол алтын. Сол адамдардың бәрін тұтас алғанда олар үшін жұлдыздар мылқау. Ал сенің жұлдыздарың мүлдем ерекше болады. Қалайша? Түнде аспанға қарайтын боласың. Аспанда мен мекен еткен жұлдызды көресің.
Мен сол жұлдызда күлемін, сонда сен жұлдыздардың бәрі күле білетінін не істейсің? Сен осындай күле білетін жұлдыздарға иелік құрасың. Сөйдеді де бала күліп жіберді. Қуаныш тапқан кезінде бір кезде мені білгенің үшін мәз боласың. Сен қашан да маған доссың. Менімен бірге күліскің келеді. Кей-кейде терезеңді айқара ашып тастасаң, жаның жай табатын болады. Аспанға көз салып күлгеніне сенің достарың қайран қалысады. Ал сен оларға я, мен әрқашанда осылайша жұлдыздарға көз салып жүремін дейсің. Сонда олар сені ақылынан адасты деп ойлайды. Мен сенімен солайша әзілдесемін. Бала тағы да күлді. Жұлдыздардың орнына сыңғырлақ қоңырау сыйға тартқан секілдімін. Бала күлкісін қайталады. Содан соң қайтадан байсалды бола қалды. Білесің бе, бүгін түнде келмей-ақ қой. Мен сені қалдырып кете алман. Сен мені кеселі деп ойлайсың, тіпті өліп қалады деп ойлайсың. Бұндай ойлар бола береді. Келме, керегі жоқ. Мен сені қалдырып кете алмаймын. Бала кенет тынышыды. Рас, жыланның уы екі адамға жетпейді. Сол түнде баланың кетіп қалғанын мен байқамаппын. Ол тысыр еткізбей тайып тұрыпты. Мен қуып жеткенде ол артына қарайламай жылдам жүріп бара жатыр еді. Сен екен ғой деді. Ол менімен қолдасты. Бірақ көңілінде алаңдық бар еді. Маған бекер ілестің. Маған қарау саған ауырлық келтіреді. Мен саған өлетін адам сияқты көрінемін. Бірақ бұл теріс. Мен үндемедім. Бақсан, мекенім өте алыста. Менің денем тым салмақты. Оны көтеру қиын. Мен үндемедім. Бірақ бұл көне қаңқаны лақтырып тастаумен тең. Қайғыратын еш нәрсе жоқ. Мен үндемедім. Оның аздап еңсесі түскендей дегенмен және бір күн жинап былай деді. Білесің бе, керемет болады. Мен де жұлдыздарға көз саламын. Жұлдыздардың бәрі қақпағы шиқылдаған ескі құдыққа ұқсайды. Әрбір жұлдыз маған су береді. Мен үндемедім. Қандай қызық десеңші, сенің 500 миллион қоңырауын, ал менің 500 миллион бұлағым болады. Сол-ақ екен, ол үндемей қалды, өйткені жылап жіберген еді. Міне біз келіп те қалдық, өзім бір қадам басайыншы. Сөйдеді де ол құмға отыра кетті. Қорқынышты күйге түскен. Кейінірек былай деді. Бақсан, менің Райханым, ол үшін менің жауаптымын. Менің гүлім сондай әлсіз және сондай момақан. Өзінде бар 4 тікенексымақ қана, әлемнен қорғанар құралы жоқ. Мен де отыра кеттім. Аяғымда әл қалмағандай. Бала, сонымен бәрі осы деді. Енді 1 минуттан кейін орнынан тұрдым. Бір қадам ғана алдыға жүрді. Мен болсам орнымнан қозғала алар емеспін. Баланың аяғы астынан сары найзағай жарқ еткендей болды. Бала алғашқыда қозғалмады, шар ете қалмады. Содан соң ағаш сияқты қисайып құлай бастады. Ақырын құлады, үнсіз құлады. Дыбыс атаулыны құмның жұтып қоятыны белгілі. Содан бері 6 жыл өтті. Мен осы күнге шейін тірі пендеге тісімнен шығарған емеспін. Мен қайтып оралғанда жолдастарым қуанды. Зақым болмай аман есен келгеніме қуанды. Көңілім жарым, сөйте тұра мен жолдастарыма. Шаршап шалдығудың енжарлығы дей салдым. Дегенмен бірте-бірте қуаныш таптым. Жартымсыз қуаныш. Әйтеуір менің білетінім кішкентай шахзада өзінің планетасына қайтып барды. Өйткені таң атқанда құмнан оның денесін таппағанмын. Оның денесі соншалықты салмақты да еместі. Мен болсам түн сайын жұлдыздарға құлақ тосуды жақсы көремін. 500 миллион қоңырау сияқтанады. Қызығы мынада, қошақанға арнап тұмылдырықтың суретін салғанда қайсысы есіме келмепті. Кішкентай шахзада қайсыз қошақанға кигізе алмайды ғой. Мен өзімнен былай деп сұрайдым. Балақайдың планетасында не болып жатыр екен? Қошақаны Райхан гүлді жалмап қоймады ма екен? Кейде мен өзіме тіл қатамын. Жоқ, әрине, жоқ. Кішкентай шахзада түнге қарай Райханды ылғи шыны қалпақпен жауып қояды. Қошақаннан көз жазбайды. Дәл солай болса мен бақыттымын. Жұлдыздар болса бәрі тегіс баяу күліседі. Ал кей кезде мен өзіме өзім былай деймін. Ауым-сауым кезің болады ғой.
ондай шақта пәлеге ұшырауы мүмкін. Кішкентай шahзада бір кеште жаза басып, шыны қалпақты ұмытар яки болмаса қошақаны түнде тысқарыға лағып кетер. Ондай жағдайда барлық қоңырау зар илейді. Осының бәрі жұмбақ, бәрі ғажайып. Кішкентай шahзаданы мен сияқты жақсы көріп кеткен сіздер осының бәріне немқұрайлы қарай алмайсыздар. Біз ғұмыры көрмеген қошақан әлемдердің белгісіз бір бұрышында бізге бейтаныс райхан гүлін жалмап қойса, сіз бен біз үшін әлем басқаша боп көрінер еді. Зеңгір көкке көз салыңызшы, өзіңізден сол райхан тірі ме, әлде өліп қалды ма, қошақан жалмап қойған жоқ па деп сұраңызшы, сонда көзіңіз жетеді, бәрі басқаша күйге түседі. Осының бәрі қаншалықты мәнді екенін ешқашан ешбір ересек адам ұғынбайды. Бұл жер, әлемдер атаулыда меніңше ең сұлу, ең қасіретті жер. Жапан түздің осынау бұрышының суреті осыдан бұрынғы бетте көрсетілген. Сөйте тұра, сіздің анығырақ көруіңіз үшін суретін мен қайта салдым. Кішкентай шahзада тұңғыш рет жерге келіп түскенде осы арада болған. Осы арадан кеткен. Егер сіз ертелі-кеш жол түсіп Африкаға жапан түзге бара қалсаңыз, айтылмыш жерді іздеп тапқайсыз. Егер сіз сол жер арқылы өте қалсаңыз, жалбарынамын, асықпаңыз. Белгілі жұлдыздың астында аздап кідіріңіз. Сонда егер қасыңызға алтын шашты бала келсе, сіздің сұрағыңызға жауап қайырмай, сыңғырлы күлкіге басса, оның кім екенін сіз әрине байқайсыз. Ондай күн туса сізден көп-көп өтінемін, мені қасіреттен уантыңыз. Кішкентай шahзаданың қайтып келгенін маған тезірек хабарлауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ақерке Болатбекқызы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыз.